трейдингтің өзін халал ма, харам ба, дұрыс емес па деп айтып жатады. Трейдингті нақты харам деп те, халал деп те айта алмаймыз біз. Кімдер трейдер бола алмайды, трейдингпен айналыспау керек? Азартниктер. Осы саладағы кісілерден сіздердің Ризық академиясының артықшылығы, ерекшеліктері қандай? Үлкен ақшаға сатып жүрген курстарын тегін сабақ ретінде салдық. Инвестиция дегеніміз бұл диқаншы сияқты. Көктемде егесің, күзде жемісін аласың. Ал трейдинг деген бұл аңшы сияқты. Орайын күтіп отырасың да шүріппені басып қаласың. Тәжірибесіз болсаңыз аңсызды жеп қояды. Қазақ аудиториясына қайсысы жақынырақ? Бай адамдардың үлкен капиталдары бар, жастардың үлкен капиталдары жоқ. Бай адамдар үлкен рисктарға кіргісі келмейді. Жастарға үлкен риск ештеңе етпейді. Трейдингті қанша жерден білімді болсаңыз да, тәжірибеңіз болса да, қанша жерден бір керемет анализ жасасаңыз да, ол жерде негізі түбінде шешетіні ол психология шешеді, эмоция шешеді. Лудомания деп жатамыз, казино дейміз, екеуінің бір қай жерден айырмашылығын ажырата аламыз? 1 миллион теңгесі бар, 1 миллионға сауда жасаудың орнына кредит алып сауда жасап, сонымен минусқа кіріп кетті деген сияқты. Бұл жерде де солай да. Ал брокер деген кім? Брокер ол адам мен биржа арасындағы делдал ғой. Трейдерлер шынымен солай өмір сүре ма? Жоқ, әлде оның артында біз көрмеген нелер бар, қандай қиындықтар бар? 60 миллион долларға дейін ақшасын бір күнде жоғалтып қойған мысалға. Өкінішке орай ол кісі өзіне қол жұмсап кеткен болатын. Ал енді бұған кімдер кінәлі? Сол жерде жарнамалаған эксперттер ма, жоқ әлде өзіңіз сияқты көбірек ақшаны ертерек тапсам деген продюсерлер ма? Бізде қазақ халқы ақшаның артынан қуып жүре береді да. Трейдингтің алғашқы бір шындығын айтып бастаған 95% адам білімсіздіктің кесірінен, тәжірибе жоқтың кесірінен, психологияны басқара алмаған кесірінен өз ақшасын жоғалтып жатады. Ассалаумағалейкум, армысыздар, қадірлі қажет көрермендер. Бүгін бізде қажет подкасттың келесі кезекті саны. Бүгін бізде қонақта Нұржігіт мырза, Нұрбол мырза, қош келіпсіздер. Қош көрдік. Бұл кісілер енді Ризық академия деп қазіргі біздің қаржы саласында қазақтың кеткен хақысы бар шығар деп, неге бүкіл әлем ең майлы да алтын сандықты қазынаны кеңінен қазып жатқан жерден қазақта үлесін алсын деп, сол салада инвестиция, трейдинг саласында біздің өзі Нұрекеңнің өзін сол жақтан танимын мен. YouTube'да осы трейдингке байланысты негізгі әліппесі сіздердің сабағы, иә? Осы жақында көріп қалдық, Ризық академия деп, және бір қосымша ашылды. Бізде де енді қосымша саласында жүрген соң көрдік, ішінде таныстық, жүктедік, қуанып қалдық. Енді осы салада тереңірек айтсақ, өйткені қазіргі таңда біз трейдинг деген тақырыпты естіп қалсақ, бір $100 мен $100,000 табуға болады. Осындай сигнал арқылы байып кетіп, Феррари мініп, спорткарлармен шетелде жүрмін дегендей көп ақпараттар айтылады. Және сол ақпараттарға қарап отырып, бұл саланы бұрынғыдай бір қаржылық сауаттылық, дұрыс ақша табудың жолы емес, бір алаяқтық немесе казиноға қартай адамдарға бір елестеткен сияқты. Осы нәрсені сіздермен бүгін бір эксперт ретінде, сол саланы кәсіпке айналдырған азаматтар ретінде толғасақ, тереңірек ашсақ, иә? Жаңағы айтқан ойыма не дейсіздер? Шынымен де сондай болып кетті ма? Алдымен ассалаумағалейкум, есімім Нұржігіт Октябрьұлы, кәсіпкер, инвестормын, Ризық академиясының негізін қалаушылардың бірімін. Қазіргі жағдай жайлы айтатын болсақ, енді негізінде трейдинг ол кәдімгі жұмыс. Біздегі жаңа банкир, финансист, электрик деген сияқты ол да бір сала. Егер былай қарайтын болсақ, ол жұмысқа серьезно қарайтын болсақ, ол негізі мықты сала. Ол жерден жақсы табыс табуға болады. Бірақ енді Қазақстандағы агрессивті маркетингтің кесірінен ол сондай кейіпке еніп, қазір казино сияқты нәрсеге ұқсас болып кетті. Яғни бұны бір жаңағы баяғыда 90-шы жылдар айтушы еді ғой, жаңа кемпір берсең қыз аласың деген сияқты деңгейге айналдырмау керек еді. Бірақ бұндағы табыстың табуға болатын, жетістікке жетуге болатын шын болып тұр. Және соны көрсете отырып, кейбір адамдар соншалықты жеңіл, оңай етіп көрсетіп жүрді ғой. Әйтпесе, негізі жұмыс ретінде қарауға, адамның психологиялық жағынан және бір білім болу керек қой. Әйтпесе, бір кейбіреулер айтқан сияқты оңай нәрсе емес. Солай ма? Негізі біздің осы Нұрбол мырзамен бірге бастаған бастамамызда сол нәрседен шыққан болатын. Халықтың көз алдында сондай ой қалыптаспасын, бұл трейдингке, инвестиция деген нәрсеге сала ретінде, жұмыс ретінде қарап,
тұрақты қауіпсіз табыс тапсын деген мақсатта біз білім беріп бастағанбыз. Ал енді бұған кімдер кінәлі? Сол жерде жарнамалаған эксперттер ма, жоқ әлде өзіңіз сияқты көбірек ақшаны ертерек тапсам деген продюсерлер ма, әлде тез ақшаға қызығатын халық па, әлде кейбір брокерлер ма? Бұны қалай түсінеміз? Барлығының да өзінің үлесі бар ма? үлесі бар бұл жерде. Халық та өзі қалайды сол нәрсені, спрос бар жерде предложение бар деген сияқты, барлығы сол. Так, өз ойымды қосып кетейін. Ассалаумағалейкум, біріншіден барлықтарыңызға өзім таныстырып өтсем. Толық аты жөнім Нұрбол Қалымбек. Осы трейдинг инвестиция саласына алғаш 2019-2020 жылдары келдім. Ол кезде студент болып бастаған болатынмын. Енді әрбір студентке ақшаға жетті ғой. Бір ақшаның, қаржының көзін табайын деп сөйтіп басталған болатын. Бірақ та бастапқыдағы менің жолымның ең қуантарлығы, бастау жолым менің инвестициядан басталды. Ол жерде енді еліміздегі бір танымал брокер, атын айтуға бола ма болмайын білмеймін, бірақ сол кісілердің жарнамасын көріп бастағам. Ол кісілер бірақ трейдинг деп айтпайды, ол кісілер кәдімгі инвестицияны жарнамалады. Ол қалай? Яғни Қазақстан, мен өзімнің осы уақытқа дейін қалыптастырған ойымда былай, бізде қазақ халқы ақшаның артынан қуып жүре береді. Ал олдағы жарнамадағы маған мотивация берген сөз, яғни сен ақшаның артынан жұмыс жасама, ақша сен үшін жұмыс жасасын деген идея осы күнге дейін мені жандырып келе жатыр. Соған қарай осы инвестиция саласынан бастап, уақыт өте келе күнделікті табыс табудың жолын іздеп осы трейдинг саласына келіп басталған болатын. Әрине бастапқыда өзім бастаған кезде қазақ тіліндегі нақты былай үйрететін азаматтар болмады. Сөйтіп шетелдік азаматтардан үйреніп бастағанбыз. Уақыт өте келе, және өзіңіз айтқандай, трейдинг саласын Қазақстанда көптеген енді жан-жақтадан маркетингтік жолмен бір казино ретінде көзқарасты қалыптастырып тастағанда. Енді біз уақыт өте келе сол нәрсенің, трейдингтің алғашқы бір шындығын айтып бастаған дардың біріміз деп айта аламын. Өйткені ол жақта ашығын айту керек, 95% адам білімсіздіктің кесірінен, тәжірибе жоқтың кесірінен, психологияны басқара алмаған кесірінен өз ақшасын жоғалтып жатады. Біз соны ашық айта тұрып, арнайы үйренем ниеті бар деген адамдарға сол 5%-ның ішіне кіруге болады дегенге бір үлес қосып жатқан жайымыз бар. Ал сонда алғашқы өзіңіздің бастаған кездегі капитал қандай болды, қандай нәтиже болды? Алғашында енді студентте қайдан ақша болсын? Ол кезде студент кезде стипендиямыз бар 20 000 теңге. Соның алғашқы 12 000 теңгесіне андай енді білмейтін сала ғой. Қазақстанда мүлдем болып көрмеген, рисковать етіп, ол енді айына бір 20 000, мысалға, айына бір 200 000 табатын адамға 120 000 теңгеңді бір жерге сал десе қорқады ғой. Дәл солай. 20 000 теңгенің 12 000 теңгесіне алғашқы осы еліміздегі акциялар сатып алып, алғаш жаңа Ford деген компания бар. Сондай арзан компаниялардың ақырындап сатып алып басталған болатын негізі. Бұл яғни қазіргі алтын дегендегі трейдинг емес, кәдімгі акцияларға инвестиция салу, фондовый рыноктағы инвестицияға басталған. Яғни бұл жерде жаңа өзіңіз айтқандай студент кезде басталды. Бұл қазіргі сіздердің компанияларыңызды, сабақтарыңызды, жетістіктеріңізге қарап бір осылай дайын болып қалған сияқты емес, белгілі бір деңгейлерден арнайы миссиямен бір жүрек ауыртып немесе жанның қалауымен келіп отырсыздар, ары қаратай барам деген, жетсем деген бір нүктелеріңіз қандай еді? Жалпы бұл нүктені біз ашығынан өзіміздің оқырмандарымызға жариялаймыз. Ол қалай сіздің жолыңыз жаңа трейдингтен бастап қаржылай еркіндікке дейін деген жолды біз насихаттаймыз былайша айтқан кезде. Ол қалай? Түптің түбінде сіз трейдинг саласы ашығын айтқанда рисктің саласы ғой. Бірақ түптің түбінде сіз қаржылай еркіндікке шығу үшін, және басында айтып кеткен сөз ғой, ақшаның артынан емес, ақша сіз үшін жұмыс жасау үшін, ақша ол инвестицияға салыну керек. Яғни сіз түптің түбіндегі мақсатыңыз инвестор болу деген идея ғой. Нұреке, сізше өзіңіз қалай келдіңіз бұл салаға? Мен өзім Қызылорда қаласының тумасымын. 2021 жылы Алматыға келіп, білім беру саласына менеджер болып бастадым жолымды. Сөйтіп білім беру саласында жүріп, Нұрбол мырзамен жолымыз 2023 жылдар тоғысып бастады. Сол сәттен бастап мен білім беру саласында жүрдім, бұл кісі осы трейдинг инвестиция саласында жүрді. Екеуміз жолығып бірігіп, осы трейдинг инвестиция бағытында білім беретін жобаны бастадық. Ол Ризық академиясы. Біздің жаңағы насихаттайтын өзіміздің ойымыз бар.
Ол ойымыз осы адамдардың қаржылай сауатты болуы, қаржылай еркіндікке шығуы және осы трейдинг инвестиция саласын кәдімгі жұмыс ретінде меңгеріп тұрақты қауіпсіз табыс табу. Біз осы салада осы 2 жылда еңбек етіп келе жатырмыз. 2 жылдың ішінде 2000-нан аса 3000-ға жуық шәкіртке білім беріп тастадық. Өзіміздің арнайы қосымшамызды аштық, Астана хабтың резидентіне айналдық. Үлкен жетістіктерге жетіп жатырмыз. Күшті. Енді бұлай осы әсіресе мынау қаржы саласында тақырыптарда бұлай подкастқа шығып сұхбат беріп немесе өз каналдарында болмаса басқа бір площадкаға шығып ашық айтып сұрақтарына, мысалға бірден қандай сұрақ қояды, мен қазір сценарийім, сұрақтарым сізге берілген жоқ қой, білмейсіздер да. Сондай нәрсені емін-еркін айта аламын деудің өзі бұл бір батылдық. Егер сіздердің сала бойынша айтып отырмын. Және бұл тәуекелді бара алу үшін сіздерде бір адал ниетте тұрған шығар. Әйтпесе кейбір жаңағы алаяқтықпен немесе тек қана агрессивті жарнамамен айналысатын адамдар бұл сескенеді, бұндай қадамдарға бара алмайды. Сондықтан басқа бір осы саладағы кісілерден сіздердің Ризық академиясының артықшылығы, ерекшеліктері қандай? Біз бұл нәрсені 2023 жылы осы Қазақстандағы нарық табып жатқан жағдайды көріп, сол жерде үлкен боль дейді ғой, ауруды көрдік та, сол ауруға бір қарсы беретін нәрсені іздеп бастадық Нұрбол екеуміз. Ол бізде енді нарықта қарап отырсаңыздар, осы трейдинг инвестиция саласын үлкен суммада оқытады адамдар. Және сол адамдардың оқуларын қарайтын болсақ, өте базалық ақпараттарды үлкен суммаға енді қарапайым білімсіз халыққа сатып жатқанын көріп, ішіміз ашыды. Және де жаңағындай қауіпті түрлерін жарнамалайды, яғни аз ақшамен көп табыс табасың, барлық ақшаңды салда осындай табыс тауып кет деген сияқты дұрыс емес нәрселерді жарнамалауын көріп, сол ауруды көріп, соған қарсы бір нәрсе жасайық деген ниетте біз YouTube өзіміздің парақшамызға солардың сатып жүрген ақшаға үлкен ақшаға сатып жүрген курстарын тегін сабақ ретінде салдық. Сөйтіп өзіміз жоғарғы деңгейдегі трейдинг инвестицияны үйретеміз деп сол сәттен бастап сондай позицияға көшкен болатынбыз. Аудиторияның реакциясы қалай болды? Аудиторияның реакциясы өте керемет болды. Ол жайлы Нұрбол мырза айтып берсін. Енді ол кезде халық шынымен уже анда соғылып, мұнда соғып басын әбден уже мезі болып біткен. Сөйтіп қарасаңыз үйретіп жүргендердің көбісі ана нәрсенің бірі болады, мынаның бірі болады, біліп алады да, соны үйрете береді ақшаға. И мен өзім толық фундаментін бергім келді былайша айтқан кезде. Ол қайдан алып жатыр, қалай басталу керек деген дүниелердің барлығын алғаш идея келді сондай. Осы неге осындай нәрсені халыққа ұсынбасқа деген идея келіп, сонымен идея басталды. Негізі бірінші тақырып жалпы не екенін түсіндіріп бастаған, ары қарай өзі іштен шабытпен шыға берді. Ана видеоны біз сапасы керемет деп айта алмаймын, бірақ сонда да халыққа өтімді болған себебі мен шынымен де андай бір жақсы энергиямен, шабытпен шыға беріп, бере бердім, халықта жақсы қабылдады. Әрбір сабақтан кейінгі комментарийда оқып, көрерменнің, жазылушылардың қалауы бойынша екінші сабақтар түсіріп отырсыз. Иә, дәл өзі. Тамаша. Енді сол сабақтардың астында тұрған қаралымдар біздің сол адамдардың ұнады ма жоқ па деген көрсеткіші деп ойлаймын өзі. Өтірік айтпаймын, мен де соны көрдім, біраз түсінігімізді алдық, және басқа бір кісілердің шынымен үлкен чекке жарнамалап жүргенін осы жақтан тауып алғаныма бір риза болдым. Сондықтан осы подкастта кездескеніме қуаныштымын. Енді нұрекелер, мынандай жағдай болады ғой, адам өмірден немесе жалпы бизнес саласында белгілі бір салада көп нәрсені үйренгісі келеді, бір нәрсені түсінгісі келеді, өмірінде өзгеріс жасағысы келеді, бірақ түйінбейді, бір түсінбейді, сөйтіп қиналып жүреді, бірақ үлкен бір шығын келген кезде басына қатты тиеді да, соны түсінеді, және түбегейлі өзгертуге шешім қабылдайды. Сіздерде сондай шығын және сондай өзгеріс болды ма? Трейдинг саласында ма? Жалпы, иә. Жалпы алғашқы енді айтайын, 2000 ең үлкен бір шығын болған жыл 2022 жылдың жаз кезі болды. Басында трейдингтің өзінің инструменттері бар сауда жасайтын, соның ішінде мен опцион деген дүниемен айналысқан басында. Енді ол кезде ол мен қатты енді табысы көбірек болғаннан кейін кішкене қызығушылық көбейіп бастап,
айналыстым и сонымен өзімнің алғашқы бір шамамен 1 миллиондай теңгемді 12 миллионға дейін 13 миллионға дейін жеткізген болатын. Тазасы 12 миллионға дейін жеткізіп, бірақ бір күнде соның барлығын жоғалтқан күн болды да. Оның себебі неде десеңіз, ол опцион деген нәрсенің жүйесі былай болды. Мысалға Tesla компаниясын алайық. Tesla компаниясы мысалға 1 жылдан кейін, ровно мысалға 29 апрель дейік, апрельде бағасы мысалы $400 жоғары тұрады деп контракт сатып аламын мен. Ал егер де ол жоғары тұрмай қалса, мен бүкіл ақшамды жоғалтамын. Таза риск қой бұл. Иә. Уақыт өте келе сол опционның жүйесінің сәл казиноға келетінін түсінгендіктен қазір таңда айналыспаймын. Сол бір үлкен шығыннан кейін сол дүниені алып тастадым, және оны басында енді мен оны квартира аламын деп сөйтіп жинап жүрген бір шабыт болған. Одан кейін біраз уақыт кішкене іштей сыну болды, бірақ оны сабақ ретінде қабылдап, дәл осы күнге дейін жалғастырып келе жатырмын жалпы. Ең алғашқы бір үлкен шығындардың бірі сол болған шығар. Және соны түйіп өзгерте алдыңыз, иә? Және ол жаққа бір аузы күйген үрлеп ішеді дегендей қайтадан бармайтын. Иә, дәл осы. Жалпы енді трейдингте сондай бір салалары бар, қауіпті жақтары бар, казиноға ұқсап кететін жақтары бар. Жаңағы опционды трейдинг деген нәрсе сол жағына келеді. Ол бізде нарықта көп көріліп жатады. Бинарный опцион деп айтады. Жаңа Pocket Option деген сияқты блогерлердің жарнамалайтын трейдинг ретінде көрсететін жақтары именно сол казиноға ұқсас бағыты. Біз ол жағымен айналыспаймыз. Соны адамдарға керісінше көрсетеміз. Қалай дұрыс жасау керек трейдингті, қалай жасаса дұрыс емес болып кететін. Содан қоса кетейін, және опцион дедік қой, екі түрі бар бізде. Биржевой деген ол официальный кәдімгі биржада сатылады, әлемдік биржада сатылады. Ал бинарный деген ол, мысалға мен өзім просто бір сайт жасаймын да, өзім график құрамда адамдарға жарнамалап, солардың ақшасынан өтірік сан қойып беремін оларға. Сөйтіп ақша табу. Бинарный деген өтірік таза ойын платформасы. Ал биржевой деген ол енді ашық түрде компаниялар өздерінің контракттарын жариялайды, сол кәдімгі заңды түрде жасалған дүние. Бірақ жүйесі бәрібір де жаңаға келіп кетеді да. Ал бұл жерде біз қалай ажыратамыз? Біздің көрермендер, шәкірттеріңіз мысалға қалай біле алады? Мынау дұрыс емес, мынау дұрыс нәрсе. Енді ол адам қателік жасап көрмей түсінбейді ғой. Бірақ та білетін азаматтардан сұрағаны дұрысырақ, ең дұрыс солай шығар. Енді ұрынып қалған жағдайдың өзінде де жалпы қателікті екі жағдаймен түсінуге болады ғой. Біреуі аз сумамен, біреуі үлкен сумамен деген сияқты. Көбісі сол аз сумамен түсінудің орнына ары қарай азартқа кіріп қуып кетіп жатады да. Кек алмақшы болады ғой, шығарып алам осыдан деп, иә. Бірақ енді бізден оқып шыққан азаматтардың көпшілігі енді сол жағынан жан-жақтан барлығы уже бір сауатты болып шығады да. Жақсы екен. Онда бұл тақырыпқа тағы да тереңдейміз деп ойлаймын сұхбат барысында. Енді жалпы көрермендерге немесе жаңадан осы салаға қызығып келіп отырған кісілер бұл акция, инвестиция, брокер, биржа деген тақырыптар, трейдинг бар, трейдер деген бар. Жалпы бұның барлығының бір айырмашылықтары, артықшылықтары қандай? Біз қарапайым қазақ көрермендерімізге былай айта аламыз ба? Инвестиция дегеніміз бұл диқаншы сияқты, яғни көктемде егесің, күзде жемісін аласың. Ал трейдинг деген бұл аңшы сияқты. Бір сәттерді бақылап, орайын күтіп отырасың да, шүріппені басып қаласың. Дәл тисе ұттың, дәл тимесе құлайды деп. Біз осылай анықтама берсек түсініктірек бола ма? Әлде немесе тәжірибесіз болсаңыз, аңсызды жеп қояды. Аю болады дейсіз. Ана бұқа мен аю сияқты ма, біреуі көтеріп, біреуі басып жейді дейсіз ғой. Ал бұл екеуі біз осылай түсіндік делік, бірақ біздің менталитетке, қазақ аудиториясына қайсысы жақынырақ, және бір азарты жағынан, қызығы жағынан, нәтижелік жағынан, табыс беру жағынан қалай білеміз? Біз енді негізі насихаттайтын жолымыз, бағана Нұрбол мырза айтқан сияқты, екі бағытының да өзінің плюстері мен минустары бар. Трейдингтің плюсы жаңағы өзіңіз айтқан сияқты, аңшылық сияқты, әп сәтте жақсы үлкен олжаны алуға болады. Ал инвестицияда жаңағы диқаншы сияқты әп сәтте үлкен олжаны ала алмайсың, күту керек, содан кейін барып жемісін жейсің деген сияқты. Біз енді екеуінде қатар үйретеміз, екеуінде артықшылықтары мен кемшіліктерін түсіндіреміз. Трейдингті біз тез табыс тауып
активті жұмыс ретінде қарастырамыз. Сол жақтан табысты жинап, капитал жинауға көмектескіземіз. Және сол жерден алған капиталды инвестицияға салып, пассивті кіріс жасауға насихаттаймыз. Сөйтіп пассивті кіріс жасау арқылы, мына жақта активті трейдинг арқылы табыс табу арқылы адамдардың қаржылай еркіндікке шыққанын қалаймыз біз. Жақсы екен. Енді осыны тереңдететін болсақ, бізде бір көрінетіні, мынау бай адамдар немесе ауқатты кісілер сол инвестор болып келеді да, ал жастар сол трейдингті талдайтын сияқты көбінде. Бұл енді бір әлеуметтік ауқатты адамдардың сол инвестицияны таңдап ұзақ уақыттық мерзімге сала алуы, ал жаңағы жастардың бірден нәтижеге жеткісі келуі, бұл неден деп ойлайсыздар? Бұл неліктен? Әлеуметтік желідегі бір маркетингтен ба? Не себепті екте осылай бөлінеді екен? Менің ойымша бұл тек қана қажеттіліктен, адамның қажеттілігінен. Яғни баяу инвестициядан жылдамырақ нәтиже беретін трейдинг қызығырақ болып қажеттіліктен және мүмкіндіктен бұл жерде. Кімнің қандай мүмкіндігі бар? Бай адамдардың үлкен капиталдары бар, жастардың үлкен капиталдары жоқ. Бай адамдар үлкен рисктарға кіргісі келмейді. Жастарға үлкен риск ештеңе етпейді. Олар үлкен рискпен сол өзінің тәуекелін ақтап, үлкен табыс тапқысы келеді тез арада. Ал байлар тез арада үлкен табыс тапқысы келмейді. Олар сол ақшаларын сақтап, оны 5-10%-ға көбейтіп отқан ол кісілерге жеткілікті, ешқандай рисксіз. Сол себептен инвестицияның рискі аз, табысы да бірақ тұрақты аздап өседі. Ал трейдинг тұрақсыз, активті жұмыс жасауды талап етеді, бірақ рискі жоғары болғаннан кейін жоғары табыс табуға да мүмкіндіктер береді. Сол себепті жастар көбінесе соны таңдайды, ал үлкен кісілер, бай ауқатты адамдар көбінесе инвестицияны таңдайды. Және бұл біздің қазіргі заманауи технологиялық мүмкіндіктерге де, және одан бұрынғы біздің өмірлік менталитетке де байланысты шығар. Өйткені үлкен кісілер дегеніміз енді қазіргі таңда 50-60-ға келіп қалған, 40-тан асқан кісілер, ал жастарға мынау заманның тек бұл қазіргі жастардың трейдингке қызығы емес, бүкіл әлем тез дамып жатыр ғой. Нәтиже болса болды, бұрынғыдай күтіп жүретін нәрсе емес. Мынау болса болды, қазір зумерлер дейді, жаңа поколение келіп жатыр. Сондықтан біреу жақсы, біреу жаман деп айта алмаймыз. Екеуінде де, бірақ адамның өзіне байланысты болып тұр, Енді сол адамның өзіне дегенде неге? Ол эмоция, психология, трейдингтегі келем деген кісілердің ең басты бойында болуы қажет, яғни ақшадан тыс қандай қабілеттер, қасиеттер болу керек? Негізі трейдингті қанша жерден білімді болсаңыз да, тәжірибеңіз болса да, қанша жерден бір керемет анализ жасасаңыз да, ол жерде негізі түбінде шешетіні ол психология шешеді, эмоция шешеді. Өйткені мысалы сіз қанша жерден бір идеальный сделкаға кіретін момент көріп тұрсаңыз да, көбісі соған сенеді да, көп рискке барып қояды. Бірақ та мәселе ол жерде сол рискке барып қойған моментте мүмкін сізге бір сәтсіз моментке түсіп қалуыңыз мүмкін. Мысалы Трамп шығып сөйлеуі мүмкін, немесе қандай да бір әлемдік саяси жағдайлар болып қалуы мүмкін деген сияқты да. Сондайларға түсіп қалып, жаңағыдай көп ақшасын жоғалтып қойып, ары қарай эмоцияға кіріп кетіп жатады да. Сонда мәселе бұл жерде бірінші кезекте адамда болу керек қабілет, сол жаңа өзінің эмоциясын басқара алу, психологиясын басқара алу, өзін ұстай алуы өте маңызды. Бірақ енді ол пенде болғаннан кейін бәрімізде эмоция болады ғой. Осы уақытқа дейін өзімде енді әртүрлі эмоцияны өткеріп көрдім. Бір жаңағы өткен сұраққа бір қосымша не ретінде екеуін байланыстыруға болады да. Біз жаңа айтып жаттық қой, инвестиция мен трейдингті салыстырып жаттық та. Трейдингтің өзінде сөйтіп бөлуге болады да. Мысалға алғашқы үйреніп бастаған адамдар қалай бастайды? Келеді да, мысалға күнде сауда жасап табыс тапқысы келеді. Ал нарық ол беретін уақыты да болады, бермейтін уақыты да болады. Вот көбісі жасайтын қателігі тез ақша тапқысы келеді да, күнде сауда жасай береді. Ал тәжірибелі трейдерлар не істейді? Аптасына, даже айына бір ғана сделка жасаса, сол жеткілікті болады оған. Трейдингтің өзінде солай бөлінеді. Күнделікті сауда жасау немесе асықпай идеальный моментті күтіп барып сауда жасау. Күнде аңға шығу немесе бір үлкен аюды бір айда бір рет күтіп алып, қансонарда шығу дейінші. Бір рет күтіп алып, соны тұзаққа түсірумен тең ғой. Вот сол жерде жаңадан бастаушыларда көбінесе болмайтын қабілет сол да. Тезірек қалау кесірінен жаңағыдай тезірек табыс тапқым келеді деген нәрсені басқара алмай қалады да.
Бірақ бір парадокс па, бір қызығы бар ғой деймін, мынау маркет жаңа бастаушыларға бір дәм татқызуға көбірек береді ғой деймін, иә. Енді ол жерде айтайын Ол ба, не дейін? ол бір қалай айтамын, білмеймін ол басында солай көрінеді ше, ары қарай негізі айтады ғой, адам ақылды болған сайын өмір сүру қиындай түседі. өмір сүру қиындай түседі деген сияқты ма, мүмкін солай шығар. Бірақ та уақыт өте келе сол нәрсені тоқтата алмай қалады да, азартқа кіріп кетіп жатады көптеген адамдар, тәжірибе жинамай жатады деген сияқты ғой. Бұл да бір қызық сияқты, және демошот деген нәрсе бар, бәрін жасайсың, ол кезде бір күшті, бәрін дұрыс істеп жатқан сияқты боласың, бірақ реал шотқа келген кезде керісінше болып шығады. Бірақ график сол, нарық сол. Бұл маркетмейкер солардың кінәсі ма, брокердің ба, жоқ адамның ба? Адамның қабылдауында ол негізінде. Көпшілік айтады да, мысалға, енді біз көп адаммен жұмыс жасадық қой, айтады, мен сделка ашсам, соған қарама-қарсы қозғалып кетеді дейді. Солай дейді да. Демошотта неге? Өйткені ол жақта ешқандай жауапкершілік болмайды, қанша ұмытып кетесіз да. Ал реал шотқа келген кезде жауапкершілік болады, қобалжу болады да. Бұл жерде маркетмейкердің дым қатысы жоқ. Бүкіл 7 миллиард халыққа бір график қой. Ол сіз лонг ашты екен деп, биржа сізді даже танымайды да, сіздің бар екеніңізді білмейді ғой. Егер олай болса, онда сізге қарсы жұмыс істей береміз, ешкім ол жаққа бар сауда жасап, қызығып трейдингпен айналыспайтын еді ғой, иә? Бұл жерде сол көбісінің түсінбейтіні, енді осы уақытқа дейін жинаған тәжірибеден айтатын болсақ, негізі көбісі сол рынокты басқарғысы келеді да. Біз өзін ақылды санаймыз. Иә, өзін ақылды санайды, бірақ рынок деген бұл бір үлкен мұхит. Ал ол жақта біз бір ұсақ балықпыз да. Өзіміздің бір нанымызды тауыпқымыз келеді. Ал ол жақта үлкен қозғайтындар, мысалға, олар үлкен киттар, үлкен алып банктер, үлкен крупныйлар ғой. Біз тек сол крупныйлардың әрекетін, логикасын, алдағы уақыттағы жоспарларын түсінетін болсақ, солардың артынан еріп жүреміз. Мен көбінесе студенттеріме былай түсіндіремін да. Жалпы нарықта өсіп жатады или құлап жатады ғой. Оны өсіретіндер бар, құлататындар бар. Екеуі екі кит деп алатын болсақ, сіз олардың арасына түссеңіз өліп қаласыз деймін да, мыжылып. Сіз не істеу керексіз? Қайсысы жеңеді, соның артынан көрінбей ілесіп жүрсеңіз ғана ақша табасыз деп айтамын. Ал оларға қарсы шығып, оларға не істеден ешқандай пайда таппайсыз деген сияқты. Жаңағы бір-екі рет отто екен, көтерді екен деп, ақылды санап, өзіңді бір талантты санаудың керегі жоқ қой. Иә. Себебі ол жерге сіз $1 миллион салып сделка ашсаңыз да, сіздің ашқан мәмілеңізбен нарық өзгеріп кетпейді өзінің жүргісінен. Ол жерді өзгертіп отырған тек сол үлкен әлемдік банктер, фондтар, солардың жасаған әрекетімен ғана нарықтар қозғалады. Ал біздің жасаған істеріміз нарыққа мүлде әсер етпейді. Біз тек солардың жүріп жатқан бағытымен бірге жүріп, сол жерден табыс таба аламыз. Біздің енді үйрететін нәрселеріміз, сол ішіндегі жаңа стратегиялар деп айтады ғой, сол үлкен ойыншылардың бағыттарын анықтауда. Соларды анықтау арқылы мәміле ашып табыс табады. Көбісі үлкен ойыншылар деген кезде енді түсінбей жатады, бір түсіндіріп кете салайын. Үлкен ойыншыларға ең бірінші кезекте оған жаңағы біздегі Нацбанк бар ғой, сол сияқты Американың өзінің несі бар, жүйесі бар, ФРС деп айтамыз. Американың қаржы жүйесін басқаратын жүйе. Ол жаңа доллары басып шығарады, жаңа инфляцияны реттейді деген сияқты. Солардың барлығын бірінші кезекте шешетін солар. Екінші орында олар банктер, крупный банктер. Үшінші орында миллиардерлер, мысалға. Инвесторлар деп айтсақ болады да, солар. Основном крупный игроктар солар. Мәселе көбісі ойлайды, мысал келтіре кетейін оған. Көбісі ойлайды, мысалға iPhone шықты да. iPhone шыққан кезде көбісі ойлайды, Apple'дың акциясы өсетін шығар деп да. Негізінде iPhone-ның шығуы сол моментте Apple-дың акциясының өсуіне ешқандай әсері жоқ. Не себепті? Өйткені ол біріншіден iPhone шығу керек, ол сатылымға өзінің нәтижесін көрсету керек. Сөйтіп бір 90 бітеді ғой, бір квартал біткеннен кейін компания өзінің жаңағы отчетін береді. Біз мысалға өткен iPhone-ға қараған кезде осынша пайыз көп сауда продажа жасадық мысалға. Және де оның мүмкіншіліктері, алдағы жоспарларымыз осындай. Оған өткенмен қараған кезде мүмкіншіліктері осындай болды. Болашақтағы жоспарымыз деп нақты көрсететін болса, инвесторлар компанияға ары қарай сеніп ақшаларын құяды. Ал егер де осы жол сәтсіз шықты, бір жыл бойы дұрыс сауда болмайтынына
күмән келтіріп қоятын болса, онда инвесторлар компаниядан ақшасын шығарып алады деген. Сол кезде олардың акциялары да құлайды. Акциялары құлайды. Вот соны көбісі түсінбейді. Ана жерде графиктен мен 1040 бірдеңе сызып қойсам, мен анализ жасап отырмын деп ойлайды да. Негізі олай емес. Бірінші орында сол жаңағы крупныйлардың несін түсіну. Қадамдарын, жаңалықтар маңызды болып тұр. Жалпы өзі Дональд Трамп қазір шайқап жатыр, ол кісінің жаңалықтары бұрынғыларға қарағанда қатты әсер етеді. Енді былай қосымша қалай ойлайсыздар, ол өзінің баласы, оның да осы трейдинг, биткоин немесе криптовалюта саласында бар. Жалпы бұл қызық нәрсе емес па? Өздерінің әлеуметтік желілерін жасап қойып, нағыз жаңалықтар да шығады да, ертесінде соған сай өздері нарықтан үлкен үлес алып ақша алып отыр. Одан кейін анау полимаркет деген нәрселер дамып жатыр екен, жаңағы белгілі бір үлкен оқиғаларға бәс тігу деген. Жалпы қазір ақша табудың түрлері көбейіп кетті. Енді сіздер осы жайлы не ойлайсыздар, және кез келген салада әуелі бір қызығушылықтан басталады да, бірақ белгілі бір уақыт болған кезде бұл маған жай қызығушылық, хобби емес, бұл менің кәсібіме айналу керек деп, сіздер осы саланы бизнеске айналдырып нақты шешім қабылдаған себептеріңіз және басқа нәрсемен қазір айналысып жатқан жоқсыңдар, бар фокус осы да, иә? Енді біздегі қазіргі кәсібіміз, не эксперт ретіндегі негізгі кәсібім осы трейдинг мен инвестиция саласы да. Ал қосымша біз халыққа білім берумен айналысамыз. Осы жерде енді бір көпшілік адамға сұрақ қой, енді өздерің трейдингтен табыс тауып жатсыңдар, неге оқытасыңдар дейді да. Енді ол дұрыс сұрақ. Мен де мысалға біреуден сұрайтын едім да ол. Бірақ осыған мен жауапты сол 2023 жылы тапқан болатын. Не себепті десеңіз, жалпы трейдинг бізде бұл психология саласы деп айттық. Не себепті? Өйткені егер де жаңағы сізде бір не болу керек та? Психологически сізде расслабление болу керек. Сіздің өмір сүруіңізге қажетті шығындардың барлығы жабылып тұру керек деген сияқты. Сол кезде де сіз трейдингтағы табысыңыз тұрақты болады. Ал енді қалай? Менің өзімнің өмірімде сондай сәттер болған. Мысалға біз адамдарға білім беріп, команда құрып, жаңағы көп энергия құртып жұмыс жасаймыз. Одан түскен табыс менің трейдингтан тапқан табысымен салыстырған кезде өте аз. Мысалы, менде рекордтар болған кездер болды. Бір күнде 5 миллион, 6 миллион тапқан кездер болды. Енді ол кезде адам ойлайды ғой, мен несіне қиналып оқытып жүрмін деген сияқты ой болады. Бірақ ондай ойлар менде пайда болған сәтте андай бір қызық заңдылық жұмыс жасайды. Мен қалай оқуды тоқтатамын, болды, ешкімге оқытпаймын деймін, мен трейдингта табысым түсіп кетеді. Минусқа кіре бастаймын ғой. Так. Содан кейін бір дін саласында жүрген досыммен сөйлесем, неге осылай болып кете береді? Мен уже 3-4 рет кездестім деп айтам. Ол жігіт ойланып айтады да, енді Құдай ризық ретінде жалпы тек қана ақшаны берген жоқ қой дейді да. Саған сана берді, ақыл берді, қабілет берді. Сен плюс олай оқыту барысында сен әртүрлі адамдарға жалақы бересің деген сияқты. Сен егер Құдай саған соны беріп қойып, өзің ішіп жеп жата берсін деп бермейді дейді да. Саған сол ақша айналып, заңдылық жаңағы алмасу керек. Алмасу заңдылығы дейміз ғой. Солай жұмыс жасаса ғана сенің өміріңде берекелі болады дейді да. Сол нәрсені түсіне келе әлі күнге дейін сол білім беру саласын жалғастырып, бір жағынан ашығын айтқанда кейбір кезде сабақ үйретіп жатып, мен өзім новый нәрселерді идея келеді да. Мынау сондай екен ғой деп ше. Түсіндіріп жатып, жаңа бірден нестіп кетеді да. Плюс каждый раз сабақ өткеннен кейінгі өзімнің саудам да керемет болады ше. Өйткені мен ананы жақтан адамдарға үйрету барысында жауапкершілік аламын ғой. Сол жауапкершіліктің барлығын сезіне отырып, ол жауапкершілікте мен нарыққа да жұмыс жасатамын да. Содан сол жердегі бәрі бір-бірімен тығыз байланысты болып тұр, былайша айтқан кезде. Енді осы маңызды нәрсе, мен мамандық бойынша біз мұғалімбіз ғой, осы үйрету деген нәрсе. Және осы трейдингке келіп бізде көріп жатқан кезде осы TikTok, YouTube бойынша бізде үйреттік. Сол кезде көбісі айтатын, мықты болсаң, дәл жаңағы сұрақ қой, неге өзің осыдан ақша таба бермейсің, не үшін үйретесің? Сендер өздеріңе конкурент өндіріп дейді да. Содан жаңағы діни досымнан сұрадым деген сияқты, сондай нәрсені ойлана келе, бұл білімнің зекеті деген нәрсе бар екен. Яғни оның да зекетін беріп басқаға үйреніп. Ойланып қарасақ, анау Адам ата, Хауа ана, бергі пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам барлығы сол үйрету арқылы жалғасын тауып отырды ғой. Анау Әл-Фарабиден бастап, егер бергі алаш арыстары, егер олар тек қана құныққан, ақша тапқаным осы екен деп үйретпеген болса, онда әлемнің
құндылығы мәні жоғалар еді. Иә. Сондықтан бұл үлкен миссия, үйрете алатын қабілеті бар адамдар сол болады. Одан кейін ішкі ләззат болады екен. Адам сен бөлісіп үйренген кезде жарқырайсың да, ішіңе энергия пайда. Адамдар ойлайды ғой, мен мынаны бөлісіп қойсам менікі азаяды деп. Керісінше Алла тағала рызығыңды одан көбейтетін сияқты. Және күш береді, сол нәрсе. Сіздің енді жаңа сөзіңізге қосып жіберейін. Жаңа сөзіңізді айтып жатсыз да, адамдар не үшін оқытып жатсыңдар, не үшін өздеріңе конкуренттер жасап жатсыңдар деп айтады да. Именно осы трейдинг, инвестиция саласында конкуренция деген мүлде жоқ. Мысалы, Қазақстанда бизнесте, басқа салаларда, жаңа маркетинг болсын, SMM болсын, кез келген электрик болсын, кез келген салада конкуренция бар. Себебі клиенттер шектеулі, ал беретін адамдар көп деген сияқты. И адамдар клиенттерге таласады, келетін ақшаға таласады деген сияқты. Ал трейдинг, инвестицияда клиент деген нәрсе жоқ, ұғым жоқ. Нарық шексіз, ақша шексіз. 7-8 триллион доллар айналып жатыр. Күніне Форекс нарығында күніне қаншама триллион ақша айналып жатыр. Бұл жерде конкуренция деген әңгіме мүлде жоқ. Және біз оқыту арқылы өзімізге ешқандай конкуренттер создавать етпейміз. Олар біздің болашақтағы жұмыстарымызға мүлде кедергісін келтірмейді. Керісінше біздің мақсатымыз шетелдегі американдық ақшаларды Қазақстанға алып келу. Солай трейдерлерді, сапалы жұмыс жасайтын, табысты трейдерлерді тәрбиелеу арқылы шетелден ақша алып келетін қазақстандық мықты қаржылық сауаты бар, табыс табатын азаматтар тәрбиелеу біздің мақсатымыз болды. Біздің ақшаны ұрлаған бір кейбір шетелдіктер шетелге ақшаны алып кетіп еді, сіздер шетелдегі ақшаны пайдалы білмен өзіміздің еліміздің экономикасын үлес қосайық дейсіздер ғой. Өте жақсы ой екен. Жалпы анау Уоррен Баффет деп айтып қалады ғой, ашкөз, жылдам байғысы келетін адамдардың ақшасын сабыр ететін, білімі бар, ойланатын адамдарға алып беретін орын деп. Бұл нарықта. Оған қандай дәлелдер, мысалдар бар, және сіздер қалай түсіндіңіздер соны? Бағана конкуренция тақырыбын білетін болсақ, егер сол тақырыпты тереңдететін болсақ, бұл жерде трейдингтің енді трейдингпен айналысатын адамның конкуренциясы өзі. Енді былай айтатын болсақ, өзінің осы ашкөздігі өзінің конкуренті болады. Егер өзі ашкөз болмай, санасы салқын санамен жұмыс жасайтын болса, ашкөз болмай жұмыс жасайтын болса, біраз жетістіктерге жете алады, біраз табыстар таба алады. Ал егер өзі жеңе алмайтын болса, ашкөздікке ұрынып кететін болса, лудоманияға салынып кететін болса, онда өзін-өзі түсіреді. Яғни бұл лудомания деп жатамыз, казино дейміз, екеуінің бір қай жерден айырмашылығын ажырата аламыз? Ұқсайды ғой, былай қарасақ, бәрі бір екран. Былай нәрсе ғой, бұл жерде трейдингтің рискін айта береміз ғой. Бұл жерде бизнеспен салыстырып көруге болады да. Мысалға, бизнесте сіздің қолыңызда бір айналдырайтын бір 1 миллион теңге бар дейік бизнеске салатын. Соны ойлайсыз да, мен қазір мына 1 миллионға мысалы бір аяқ киім сатып алайық да. Осынша штука аяқ киім сатып алайық. Соны үстіне осынша қосып, осынша тапсам, примерно бір миллионды бір 2 миллион қылып алайық дейікші, ашық бір максимально айтқан кезде. Ал егерде сіз оны ойлайсыз, маған үстінен 1 миллион аз пайда дейсіз да, банкке барасыз да, бір 10 миллион кредит аласыз ғой. Мен үлкенірек товар алып келейін, көбірек алып келейін. Үстесіз да, ол өтпей қалса, вот сол жерде крупный қадалыңыз. Бұл жерде де дәл солай да. Сіз жаңағы азғантай сумамен жасаған кезде жаңағыдай өзіңіздің шамаңызға қарап, нарықтың беретініне қарап жұмыс жасайсыз ғой. Яғни сіз $100, мысалы $100 бастадыңыз дейік, ал кішкентай қозғалыстан сіздің $100 жоқ болып кететіндей рискпен жасасаңыз, онда түптің түбінде сіз лудоманға айналасыз да. Ал сіз өзіңіздің сомаңызға лайықты рискті сақтай отырып жасасаңыз, ол кезде барып нарық сізге жұмыс жасайды, былайша айтқан кезде. Көтер алатын шоқпарды беліңе байлады деген сияқты болып тұр ғой, басында шынымен ауыр ғой, үлкен сумманы салып жіберіп бірден қадалып қалып жатсаң, бірақ сен тәжірибең, білімің, психологияң оған әлі дайын емес. Дайын емес, Бізде көп адамдар сол көтеріп қойып, жақсы болды, немесе басқа бір адамдардың жарнамасына қарап қызығып, мен де осылай істей аламын деп ойлайды ғой, Сол үшін біз бастап жатқан трейдерлердің көбісіне айтамыз, бастайтын кезде үлкен ақшамен бастамаңыздар деп кеңес береміз. Бастаудың да өзінің 3 этапы бар негізінде. Бастапқы кезде демо счетпен бастасаңыздар болады, ол симулятор нарықтағы. Ол жерге қалаған сумманы жазып, соны арқылы сауда жасасаңыз болады. Ешқандай пайда да таппайсыз, ақшада жоғалтпайсыз, тек қана
жаттығасыз ол арқылы, демо счет арқылы. Демо счеттан кейінгі этап прop счет деген нәрсе бар. Прop компаниялар бар. Солардың счетін алып инвестицияға 1-2 этапты тексерістерінен өтіп, сол арқылы табыс тапса болады. Прop счеттан ол аз ақшамен үлкен табыс табуға кішігірім беретін көмек. Одан кейін реал счет деп айтамыз, реальный өзіңнің ақшаңмен торговать ету. Вот сол реал счетқа жақсы тәжірибеңді жинап, біліміңді алғаннан кейін өзіңнің ақшаңды салып, көзің жеткен кезде табыс табатыныңа, сол кезде өзіңнің ақшаңмен торговать етіп табыс тапсаң болады. Ал егер реал счетпен тұрақты табыс табатын болсаң, ақшаңды жинап, капиталыңды жасап, инвестицияға салып, пассивті кіріс қалыптастырса болады. Бұл жерде қоса кететін нәрсе андай ғой, бастапқыда кезде адамдар неге үлкен сумма табуға тырысады, өйткені оларда бірден салатын крупный ақша жоқ қой. Олар мысалы $100 1000 қылсы келеді, 1000-ды 10 000 қылсы келеді деген сияқты да. Бұл жерде енді сол жерде кінәлі көбісі сол ақшасын жоғалтып қояды да, трейдингті кінәлауы мүмкін мысалға да. Мәселе ол жерде кінәлі ол трейдингтің өзі емес, сол жердегі сіздің капиталыңыз болып тұрған ақшаны айтқан кезде. Мысалға сіздерге банк ары кетсе бір жылына 15% береді да, депозит алайықшы. 20%. 15% береді. Ал біз $100 үстінен мысалға бір 20% бір күнде табыс көрейік дейші, оны біз қанағат етпейміз да. $20. Енді ойлаңыз, банк бір жылда 15% береді, ал сіз бір күнде 20% тауып отырсыз да. Сол жерде мәселе көбіміз соны ескермей қаламыз. Қанағатсыздық болып қалады. Енді осы көктемде бізде айналысып көрдік қой, жаңа айтып отырмын. Сонда $50 мен $1580 жиналып бардым. 2 сағаттың ішінде. Скальпинг жасап отырмын. Бірақ негізі мен қанша бәленбай есе пайдадамын ғой. Бірақ мен әу баста $1000 жетейін тоқтайын деп отырдым, сосын 1500, сосын болды шығам қазір $2000 жетем деген кезде уже лаверидж нелердің бәріне ие бола алмай қалдық та, бәрі күйді. Сол кезде мен түсіндім, адамның жаңағы сіз айтқан сияқты Нұреке, басқа ешкім маған ештеңе деген жоқ, мен өзіммен өзім ғана жеке қалдым ғой. Сол кезде мен жеңіліп қалдым да, әйтпесе нарық беріп тұр. Вот осы үлкен мәселе екен. Тура осы бір байқағаным, және счеттарда бар, акциялық инвестициялық портфель бар. Сол жерде енді анда-санда қарайсың, бірақ ол жай $1, $2 көтеріледі, $1-2 түседі. Ол жақ шынымен қызық емес әр акциядан кейбіреуінде. Ал мына жақтан бірден $1000 шейін беру мүмкін, 100.000-ға дейін немесе толық алып кету керек. Сонда трейдинг пен инвестицияда мынаны көрермендерге ашық айтып берейікші. Трейдингте сіздің салған депозитіңіздегі шотыңыз егер 0-ге түсіп қалса, минус болса ол күйіп кетеді ақшаңыз. Ал акцияда, инвестицияда ол күймейді. Минус болса минус болып тұра береді, кейін көтерілгенде көтеріледі. Соны ажыратып алу керек. Енді осы бұл нарықтағы терминдерді түсіндіріп берсеңіздер, эксперт ретінде, брокер, платформа, TradingView бар, MetaTrader бар. Осы ішіндегі Fibonacci деген сияқты емес, бергі кірмей тұрғандағы сыртындағы түсіну керек. Қор, биржа, Nasdaq дегеніміз не, екеуінің айырмашылық қандай? Бұл жерде инвестиция мен трейдингтің айырмашылығы сол жаңағы leverage дедік қой, рискіне байланысты. Инвестицияны сіз өзіңіздің ақшаңызбен жұмыс жасайсыз, былайша айтқан кезде ешқай жерден қарыз алмайсыз, ешқандай жерден жаңағы плечо қолданбайсыз, былайша айтқан кезде. Ол жерде сіз кәдімгі бір товар сатып алған сияқты ғой. Товар сатып алып, мал сатып алдық дейікші. Мал сатып алдық, оны өскеннен кейін қымбаттағаннан дейін күте бересіз, көбейгенше күте бересіз да. Ал трейдингта сізде брокер бізде жаңағы қарызға ақша береді. Ол бізде leverage деп аталады. Мысалға бірден басталып, 1000-ға дейін, бірден 2000-ға дейін деп береді. Ол деген, сіз мысалы $1 салсаңыз, сіз $2000 объемға дейін сауда жасай аласыз деген сөз да. Ол жерде көбісінің жаңағы сияқты ғой, 1 миллион теңгесі бар, 1 миллионға сауда жасаудың орнына кредит алып сауда жасап, сонымен минусқа кіріп кетті деген сияқты. Бұл жерде де солай да. Бірақ бұл жерде сіз қарызға кіріп кетпейсіз, левереджбен жұмыс жасаған кезде. Бірақ бүкіл ақшаңызды бір моментте жоғалтып қоя аласыз да. Жұтып қояды. Ал акцияда мысалы $1000 салдық дейік, $1000 салдық, примерно бір $200 акциядан 500 алып қойдыңыз. И ол акция 0-ге бармайынша сіз ешқашан ұтылмайсыз. 0-ге бармайынша. Сіз сатып алғандағы мысалға $100 болып, ол $10 шейін түссе де, ол сіздікі болып тұра береді. Ал сіз акцияны сол минуспен жауып тастамайынша сізде тұра береді. Инвестицияның айырмашылығы сода да. Ал трейдингта енді ол жаңағы үлкен өзіңізге тиесілі емес
қарызға алып жасағаннан кейін үлкен риск болғаннан кейін брокер солай алып қояды. Олардың да алып қоюына хақы бар болсын. Иә. Өйткені үлкен ақшамен ойнауға мүмкіндік беріп тұр. Иә. Ал брокер деген кім? Брокер ол адам мен биржа арасындағы делдал ғой. Және олар көп болады, иә, әртүрлі. Әртүрлі болады. Лицензия алғандары бар, өтіріктері бар. Соларды қалай ажыратады? Оларды біріншіден екі түрлі брокер болады. Біреуі тікелей биржаға кіретін. Біреулері биржаға кірмейді, тек қосымша жаңағы әлемдік қозғалыспен сауда жасатқызатын брокерлер бар да. Тікелей биржаның кіретіндерге біз көбінесе сол инвестицияға қолданамыз оларды. Ал жаңағы тікелей биржа емес, қосымша қозғалыстарды қолдана отырып жасайтын брокерлер көбінесе сол трейдинг жасауға қолданылады ғой. Бірақ ашық сіз инвестор болам десеңіз, сол жаңағы тікелей биржаға сіздің сумаңыз, сіздің салған ақшаңыз тікелей биржаға баратын брокерлермен жұмыс жасау керек. Және бұл сол шот алып, және ақшаны салып шығару үшін ғана негізгі функциясы. Негізгі функциясы. Негізгі функциясы солай. Жаңа сіздің бір сұрақтарыңыз жауапсыз қалып кетті. Трейдинг дегенімізде, трейдер дегеніміз кім деген? Трейдинг дегеніміз былай қазақша сөзбен айтатын болсақ, сауда деп айтсақ болады. Трейдер дегеніміз саудагер деп айтсақ болады. Ол немен сауда жасайды? Ол акциялармен, валюталық паралармен, шикізаттармен, криптовалюталармен сауда жасайды трейдер. Енді брокермен қалай жұмыс жасайды? Брокер деген не дейтін болсақ, нарықты завод деп алатын болсақ, нарық сол жаңағындай бір продукцияларды өндіріп сататын болса, біз барып заводтан прямой затты сатып ала алмаймыз. Бізге сол заводтан магазинге келеді продукция. Біз сол продукцияны магазиннен, дүкеннен аламыз. Брокерді сол дүкен ретінде қалыптастырсақ болады. Нарық пен трейдердің ортасында тұратын делдал ретінде. Сосын мынандай нәрсе бар ғой, иә, жігіттер, бізде трейдингпен негізі алтынмен айналысатындарды трейдингпен айналысатындар дейді да, акциямен айналысатындарды инвестор деген сияқты қылып солай түсінеді. Негізі акциямен айналысатындар да трейд жасайды, иә? Бұл дейтрейдингті жылдан болғандықтан солай түсініп қалды ма халық арасында, әлде бұл айырмашылықтар қандай? Неге бұлай түсініп қалды? Трейдер деген қазақшасы саудагер деген сөз ғой. Ал инвестор деген ол күнделікті сауда жасамайды, тек ақшасын салып қойып өскенін күтіп отырады. Ал трейдер сол сіз қандай акция болсын, алтын болсын, главное сіз спекуляция жасасаңыз үнемі, онда ол уже трейдерге жатасыз ғой. Тамаша, түсінікті. Ал жаңағы брокер мен трейдердің бір мүдделері әрдайым бір бола ма? Екеуі екі түрлі ма? Мысалға, сіздер көп трейд жасасаңыздар, оларға бәрібір түсетін комиссиялар болады ғой, белгілі деңгейде. Оларға қаншалықты пайда, және сол үшін сіздерге жол ашып мүмкіндік бере ма, көмектесіп, жоқ әлде керісінше? Брокердің мүддесі әрдайым жоғары болады негізі трейдердің. Себебі олар сен жоғалтсаң да, тапсаң да содан пайда табатын адамдар. Комиссия арқылы. Сол үшін олардың мүдделері жақсырақ қорғалған және жоғарырақ болады. Ал трейдерлер қарапайым адамдар ғой. Ал енді трейдерлердің негізгі, енді ішкі кухнясына кіретін болсақ, механизм қалай жұмыс істейді деп, негізгі пайда қайдан келеді? Трейдерлерге. Иә, трейдерлерге. Бір арзан қалып қымбатқа сату, немесе қымбат қалып арзанға сатып жатыр деп жатады. Негізі сол көбінесе нарықтың жақсы қозғалыс бергенінен оларды қай бағадан сатып алып, қай бағадан сатқан дұрыс шешім шығара алғаннан тапқан табысы ғой, негізгі табысы. Яғни бұл бір енді өндірілген зат емес қой жаңағындай. Бұл жалпы егер бүгін Нұрекең ұтса, онда бүгін Думан ұтылады деген сөз болмақ, әлде бұл бағаның ойнауынан ары бері қымбаттап түсуінен ақша тапты дейді, бірақ ортада бұл ақша қайдан келді, механизм қалай жұмыс істейді? Механизм сол жаңағы сіз айтқандай ғой. Сіз ақшаңызды жоғалтсаңыз, ол қайда барады? Ол биржаға барады. Биржаға барады, ал ол ақшаны біреулер басқа біреу отырып жатыр деген сияқты. Маркетмейкерлер мен брокерлер ортасынан тағы комиссиялар. Сөйтіп бір үлкен нәрсе айналып жатыр ғой. Ол ортақ бір депозиторий деп айтсақ болады ғой. Соның ішінде депозит ақша жатады. Мысалы біз депозитке ақша саламыз, біздің ақшамызды біреу кредитке береді деген сияқты айналым ғой. Ашығын айтқанда. Ал маркетмейкерлер деген кім? Маркетмейкерлер олар сол жаңағы биржаға түскен заявкелерді орындаушы ғой, былайша айтқан кезде. Ол көбісі түсінік былай болады да, маркетмейкерлер бағаны қозғайды деп ойлайды да. Стоп қойып жатады. Бірақ та негізінде олай емес. Негізінде маркетмейкер тек кассир деп айтсақ бола ма? Яғни сіздің түскен заявкелеріңізді орындаушы.
мысалы жаңа крупный игроктар мынаны сатамыз дейтін болса, сол тапсырысты алады да, сол тапсырысты орындайтын адамдар, маркетмейкерлер. Базар жасаушы дейміз ғой сонда, Иә, бір тікелей аудармасы сондай болып келеді. Бірақ біреулер айтқан сияқты немесе бір қаңқу сөздердегідей, олар әдейі трейдерлерді қақпанға түсіру үшін қазір жасанды интеллект арқылы анализ жасап отыр, мынаған жеткен кезде олар былай бұрады деген ондай нәрсе. жоқ, мәселе оларда ондай крупный не болмайды ғой. Олар тек сол крупныйлардың ақшасын, заявкілерін орындап береді, болды. Ал шағын трейдерлер соның ортасында, Соның ортасындағы баға айырмасынан, жүрісінен табыс табады. тамшыларынан. Иә. Енді жаңа бастаушылар мен кәсіби айналысып жүрген мықты трейдерлердің нарыққа кіретін кезде немесе жалпы графикті ашқан кезде бұл неге қарайды? Кәсіби, сіз өзіңіз Нұреке неге қарайсыз? Графикті ашқан кезде ма? Ең бірінші енді полный алгоритмді айтып өтсем болады өзімнің. Ең бірінші әрине анализ жасаудың екі түрі болады: фундаменталды жағы, технический жағы деп. Фундаменталды жағы бағана айтып өткендей, бағаны қозғайтын, сіз ана жерде 1040 график жасаңыз да, ол маңызды емес егер де сіз бірінші фундаменталды жағын қарап алмасаңыз. Фундаменталды жағы не? Мысалға, таңертең мен тұрғаннан кейін бірінші әлемдегі саяси жағдайларды бірінші зерттеп аламын. Жалпы алдағы уақыттағы жаңағы ФРС деп айттық қой. Осы долларға қатысты қандай шешімдер шығаруы мүмкін? Инфляцияның жағдайы қандай? Еңбек нарығы не болып жатыр Америкада? Жалпы мұнайдың бағасы қалай әсер етіп жатыр? Доллар қалай нетіп жатыр жаңағыдай? Қозғалып жатыр. Жаңа соғыс жағдайы не болып жатыр деген сияқты да. Солардың барлығын зерттей келе, баға бүгін осы шешімдерге қалай қарай инвесторлар осындай шешім қабылдауы мүмкін деген тұжырым жасап аламын. Бірінші. Содан кейін барып қана екінші анализ, жаңағы бізде технический анализ. Ол уже графиктегі жаңағы свечалардың қозғалысына қарай отырып, қай жерде қандай сатылым болды, қандай қозғалыс болды, соларға қарап полный жаңағы инструменттердің барлығын сыза отырып, даже қазір сызбаймыз да негізі. Тренд бар ма, уже көзіңізге көрініп тұрады? Жалпы уже көз көріп тұр да, ол жерде не бар? Ана сияқты ғой, СТО-ға машинаңызды апарсаңыз, сразу біліп қояды ғой, оталдыр дейді да. Сол сияқты, даусынан біліп қояды да. Сол сияқты уже бірінші сол главный фундаменталды анықтап аламын, сосын жаңа графикке қараймын да. Жалпы былай нәрсе ғой, всегда біз айтатын нәрсе, бірінші бағытты анықтап алыңыз. Бағаның. Мысалы, бүгін баға өсуі мүмкін бе, әлде құлауы мүмкін бе? Ал өсуі мүмкін дейтін болсаңыз, ары қарай уже зерттеп алдыңыз да, полный өсетініне бүкіл подтвержденияларды жинап алдыңыз, сосын барып қана уже кіретін жер іздеп табыс тапсаңыз болады деген сияқты. Негізгі алгоритм солай: полный фундаментальный жағын қарау, сосын барып технический жағын қарау. Бағана бір сөзіңізді айтып қалдыңыз ғой, кейде жаңалықтар бәрін өзгертіп жібереді деген сияқты. Жалпы анализ жасап, техникалық сигналдар немесе жаңа стратегиялар деп, солардың өзін жеке-жеке сатып адамдар айтып жатады. Бұлар қаншалықты жұмыс жасайды, әлде сол жаңалықты бәрін өзгертіп жібере ма? Стратегия деген нәрсе аты ғана болмаса негізі, қандай жерден сіз 1040 стратегия біріңіз, егер де фундаментал жаңа саяси жағдайларды зерттемей қалсаңыз, бір моментте ол ешқайсы жұмыс жасамай қалады. Осы мен оқыған өзімнің ұстаздарымның да айтатыны сол да. Анализ деген дүние, жаңа техникалық анализ ғой. Осы уақытқа дейін 4-тен 3 бөлігінде жұмыс жасап келді, әлі де жұмыс жасай береді дейді да. 4-тен 1 бөлігінде жұмыс жасамай қалады, ол қай кез дейді, жаңағы аяқ асты жаңалықтардың шығуы, саяси жағдайлардың өзгеруі. Сосын ана уақыттар да әсер ете ме? Уақыттар да әсер етеді. Нью-Йорк, Лондон. Иә. Өйткені Азия кезінде бізде негізгі биржа бізде Америкада ғой, мойындау керек. Сондықтан да Американың үлкен крупный банктері бүкіл жұмысқа шыққаннан кейін негізгі қозғалыс сол Америка уақытында. Біздің уақытпен шамамен жазғы уақытпен 5 кезі, қысқы уақытпен 6 кезі ғой, кешкі. Қазақтарға ең керемет мүмкіндік қой. Жұмысынан келеді, кешкі биржа ашылған кезде, Нью-Йорк ашылған кезде биржасы, сөйтіп жұмысын жасай береді. Ал олар жаңадан тұрып жатады. Олар енді тұрып жатады. Жалпы сөзді түйіндейтін болсақ, негізі трейдерге 3 нәрсе керек. Бағана Нұрекең айтқан сияқты техникалық анализ керек, анализ жасау үшін фундаменталды анализ керек, нарықта не болып жатқанын түсіну үшін, одан кейін трейдердің логикасы, мышлениесі керек. Нарық бойынша адамда түсінік болу керек.
әлем қалай қозғалып жатыр, не болып жатыр деген миында логикасы болу керек, түсінігі болу керек. Ал сигналдар, стратегиялар, индикаторлар дегендердің бәрі ол тек қана қосымша құралдар. Адамда жаңағындай қабілет болу керек миында. Сол кезде жаңағы нәрселер көмектеседі. Ал егер сіздің миыңызда түсінік, мышление, қабілет болмаса, сізде жаңағы құралдар көмектеспеуі мүмкін сізге. Сигнал дегеніміз прогноз беру ғой, прогноз беру ғой, былайша ставка деген ше. Мысалы, бүгін Аргентина 2 гол салады деген сияқты ше. Сондай ставка беру да. Бірақ олай болмауы да. Олай болмауы да мүмкін. мүмкін. Адамдардың енді сигналмен жұмыс жасауының себебі өздері анализ жасай алмайды, сол үшін біреулердің жасаған анализдеріне кіргісі келеді. Және соған мәжбүр болып қалады ғой. Соған мәжбүр болып қалады және өзі ештеңе түсінбей қалады. Ал біз өзіміз академиямызда адамдардың өзі анализ жасап, өзі нарықты түсініп, өзі сауда мәмілесін ашып, өзі табыс таба алатын деңгейді жеткізгіміз келеді да біз адамдарға. Ал стратегияларға келетін болсақ, тоже жаңағындай әртүрлі стратегиялар бар. Инструменттер олар. Мысалы, шегені балғамен қақсаңыз болады, кірпішпен қақсаңыз болады, темірмен қақсаңыз болады, телефонмен қақсаңыз, немен қақсаңыз да бәрібір сізде тек сол шегеге дәл ұру деген қабілетіңіз болса, немен қақсаңыз да сіз қағасыз. Вот сол сияқты стратегиялар жұмыс жасайды, егер сізде жақсы нарыққа байланысты түсінігіңіз болса. Иә, жаңағыдай стратегияда көбісі айтады да, біреулерін оқып алады да, мына стратегия жұмыс жасамайды екен деп айтады да. Негізі ол жұмыс жасайды, жұмыс жасамайтын кездерде болады да. Жаңа Нұрекен айтып өткендей да ғой, сіздің қалай қолданғаныңызға байланысты ғой ол. Дұрыс қолданылғаныңызға байланысты. Моментінде қолданғанға байланысты да. Ал жалпы стратегиялардың барлығының мақсаты бағаның қозғалу жүйесін анықтау және кіру нүктесін табу. Енді әртүрлі стратегия соны табудың әртүрлі жолдарын ұсынады. Бірақ бәрінің алып келетін жасайтын функциясы бір түбіндегі. Сіздерде жақсы нәтиже көрсетіп жатқан өздеріңіздің бір фирменный стратегияларыңыз бар ма? Фирменный стратегия жоқ. Өзіміздің қолданып нарықта жүрген осы әлемдік стратегиялар бар. Соларды үйретеміз. Солар Smart Money, ICT. Енді осы уақытқа дейін әртүрлі жан-жақтан білім жинадық, тәжірибе жинадық қой. Бірақ барлығының түбінде жаңа айтып өткенде логикасы бір-ақ нәрсеге сүйенеді да. Көбісі андай бізден келіп сұрайды ғой, қандай стратегия үйретесіздер? Аналар мынандай стратегия үйретіп жатыр екен. Үндістанның стратегиясы, Малайзияның стратегиясы дейді да. Сонымен қарап күлемін да. Сіз қандай 1040 стратегия үйреніңіз, нарықтың логикасын түсінбесеңіз, оның пайдасы жоқ дейді да. Главное, менің өзімнің бергім келетін дүние, сіз 1040 стратегия үйренбей қойыңыз, тек нарықтың логикасын түсініңіз. Сол кезде сіздің өзіңіздің бір стратегиясы сол кезде пайда болады. Өзінің стилі пайда болуы мүмкін. Әйтпесе, басқа біреудің ойымен сен қадам жасайтын болып тұрсың ғой, бірақ не үшін жасалып жатқанда білмейсің. Өйткені анау шешім шығарып қойды деп ойлайды. Енді жаңа шетелдіктерді айтып қалдық қой, Үндістан, Өзбекстан, Малайзия дейді. Шынымен солардың енді жалпы мәселе ода емес екенін айттыңыздар. Енді қызығы, біздің қазақстандық кейбір мүлде басқа салада болған блогерлер бар, аудиториясы бар кісілер, кәсіпте болған кісілер бар, енді біліп отырған шығарсыздар. Солар біреуі Америкаға, біреуі Малайзияға, жан-жаққа шетелге кетіп етті. Сол жақтан күреп ақша табу, трейдинг деген осы екен. Мен осындай сигналдар, осындай анандай бір нелер бар ғой, мынандай инструктор бар, мынандай құралдар бар деп сөйтіп жатады, сатып жатады. Осының логикасын түсіндіріп бере аласыздар ма? Сол саланың әсіресе Нұреке, сіз кәсіпкер ретінде олардың да бір инвестиция салып, оларға продюсер болып отқан адамдар бар шығар. Бұл Қазақстандағы егер қате болып қалса, мен алаяқ деп заң жағынан ертең маған проблема болуы мүмкін деп кетіп қала ма? Жоқ әлде маркетинг ретінде міне теңіздің жағасында керемет шалқып қымбат жерде жүріп жатырмыз, оның бәрі осы трейдингтің арқасы деген иллюзия ма? Жалпы ол нәрсенің шығу себебі, ол нәрсенің шығу себебі мынада да. Қазір Қазақстанға трейдинг деген, инвестиция деген сала келіп, өте қарқынды даму үстінде. Адамдар өте көп қызығып жатыр бұл нәрсеге, осы салаға. Өзіңіз байқасаңыз, Қазақстанда қандай нәрсе танымал бола бастайды, сол танымалдылықтан бір өз үлесін алып табыс тапқысы келетін адамдар көбейе бастайды. Ол саладан тәжірибесі болмаса да. Жаңа сіздің атап өткен адамдарыңыз сол санатқа кіреді. Ондай адамдарды қалай анықтауға болады? Өзінің саласын жиі ауыстыратын адамдардан күмәндану керек, менің ойымша. Мысалға, өзі Қытаймен тауар әкеліп зат сатуды үйретіп жүреді.
сол Қытаймен тауар деген зат сату кезі танымал болып тұрған кезде соны үйретеді. Не тренд болса соны Не секіреді. тренд болса соны секіреді. Ертең келесі жылы басқа нәрсе тренд болса, ол кісілер сол нәрсені үйретеді. Ондай мамандарға сенуге шақырмаймын өз басым. Біреуден білім алатын болсам да, осы принципті ұстанам. Нұрекең сияқты мысалы қараймын историясына. Нұрекеңнің мысалға 2019-дан бері осы салада жүр, осы салада тәжірибе бар, осы саламен табыс тауып жатқан адам. И осы сияқты адамдардан өзім білім алар едім, менің логикам бойынша. Ал егер кеше ғана бастап, кеше өйстіп көрсетіп жатқан адамдар болса, олар тек қана жаңағындай нарықта болып жатқан трендке ілесіп, өзінің табысын тауып алғысы келіп жатқан адамдардың әрекеті. Яғни қай трендте жүр, қалай секіреді, қанша уақыт арнады, соған мән беру керек болып тұр ғой. Ал сіз өзіңіз кәсіпкер ретінде неліктен Нұрекеңді таңдадыңыз? Ол бір, және сіздің командаңызға қосылғысы келетін адамдар болса, немесе бірге жұмыс жасағысы келетін адамдарға қандай талаптар, шарттар бар? Так, Нұрекеңді қалай таңдадық? Нұрекеңмен сол 2022-2023 жылдан бастап қарап сырттай таныс болдық. Ол кісіні сырттай таныс болғаннан кейін мен ол кісінің уже жақын білдім, қалай жұмыс жасайтынын, адами қасиеттерін білдім, кәсіби қасиеттерін байқай бастадым да, көзім жетті бұл кісінің маман ретіндегі деңгейіне. Сөйтіп мен бұл кісімен бірге жұмыс жасап, екеуміз бір-бірімізге әңгімелер айтып, келіссөздер жүріп, жұмысты бастадық. Ал болашақта біздің енді командамызға қосылғысы келетін адамдар, негізі сырттан адамдарды ала бермейміз біз. Өзімізде оқып, нәтиже көрсеткен адамдармен біз көбінесе жұмыс жасаймыз. Себебі сол адамдар біздің құндылықтарымызға көбінесе сай келеді, және біздің үйретіп жатқан нәрселерімізге сай үйретіп, жақсырақ түсіністіре бір-бірімізбен жақсы түсінісеміз. Ол күшті екен. Сонымен енді Нұреке эксперт ретінде қай кезде саудаға кірмеген дұрыс? Қалай ажыратады? Қанша бір күйіп баратсың, ақша тапқың келіп тұр, бірақ жоқ дегенде өз-өзіңді ұстай алу керек. Біріншіден, жаңа FOMO деген нәрсе бар ғой. Мүмкіндіктен айырылып қалудан қорқу. График кетіп баратыр, деп қызығып кетесің. Вот көбінесе сол нәрсе адамды асығып жаңағыдай ссылка кіргізіп жіберуге итермелейді. Бірақ нарықтың жаңағы айтқандай уақытқа да байланысты. Уақыт қандай? Көбісі жаңа нарық уже жабылайын деп жатқан кезде ссылкаға кіріп, үнемі әрбір қозғалысын табыстауға тырысады. Мәселе жаңағы уақыттарды дұрыс сәйкестендіріп алсаңыз болды. Өзі 3 сессия бар, маңызда Азия бар, Лондон бар, жаңағы Америка, Нью-Йорк бар. Сол негізгі қозғайтын уақыт сол Лондон мен Нью-Йорк уақыты. Сол кездерде сіз жақсы анализ жасап, ссылкаға кіріп алсаңыз болады. Екіншіден, эмоция жағына келетін болсақ, сіз қай кезде өзіңізді сезініп тұрсыз, эмоцияда сезініп тұрсыз ба? Мысалға, ақша тапқым келіп тұр, ссылкаға кіргім келіп тұр деген эмоция ойнап тұратын кездер болады ғой. Сол кездерде сіз айтайын 100% сіздің шешіміңіз қате болады сол кезде. И тревожный кірудің керек жоқ, ақшаға қысылып келудің керек жоқ па? Қуанып қатты да кіруге. Даже кейбір күндер болады. Мысалға, біздің командадағы трейдерлар жігіттер, мысалға, прям нарықты идеальный көріп тұрады. А мен болады, вообще дым түсінбеймін ана жерден. Түк түсінбейтін кездер болады. Нарыққа қараймын, ештеңе түсініксіз. Бағаның қай бағытта қалай анализ жасау керек. Сол кездерде лучше минусқа кеткеннен гөрі ештеңе жасамай қойған дұрысырақ болады да. Плюс жаңалық уақыттар болады бізде. Күнә жасағанша ұйықтаған дұрыс. Плюс сол жаңалық уақыттар болады бізде. Жаңалық кезінде жаңағыдай баға бір моментте бәленбай қозғалып кетуі мүмкін. Егер де сіз ол жаңалықтарды дұрыс зерттей алмайтын болсаңыз, лучше жаңалық кезінде сауда жасамаған дұрыс. Ең дұрысы. Өйткені сіз либо если сәтті болып кетсе, ұтуыңыз мүмкін көп. Если дұрыс емес бағытта таңдап қойсаңыз, онда бүкіл ақшаңызды жоғалтып қоюыңыз мүмкін деген сияқты ғой. Ең дұрысы нарық түсінікті кезде, одан кейін тыныш кезде және жақсы қозғалыс беріп тұрған кезде сауда жасаған дұрыс. Адамның мынау 24 сағаттағы бір халіне, көңіл күйіне де байланысты. Өте маңызды. Ал енді кейбір адамдар, немесе жалпы барлық адамдар бәрі бірдей ұшқыш бола алмайды, бәрі бірдей хирург бола алмайтын сияқты. Кімдер трейдер бола алмайды, трейдингпен айналыспау керек? Кімдер?
азартниктер жоқ, адамның бәрінде ондай эмоция болады ғой, эмоция болады, бірақ ең бірінші нәрсе трейдингтегі табысты өзінің жеке шығындарымен байланыстыру өте қате нәрсе да. Яғни мысалға ертең қарыз жауым керек, немесе қарызым өте көп, оны трейдингпен шығарып аламын деген адамдар. Плюс отбасылық жағдайында қатты бір қиын жағдайлар болып жатқан адамдарға жасауға болмайды. И жалпы адамның ішкі состояниесі өте жаман болса, сондай адамдар сауда, то есть трейдер болуға кедергі болатын қасиеттер соларда. Сол көбінесе айтамыз, мен бізге келеді офисқа, келіп менің 100 миллион қарызым бар, мен трейдинг үйреніп, соны шығарып алайын деп едім дейді да. Біз ол кісіден бас тартамыз, біз сізге оқыта алмаймыз. Сіз бірінші қарызыңызды жабыңыз, сосын барып трейдингке айналысыңыз дейміз. Неге? Өйткені трейдингте ол рисктің саласы болғандықтан адам сол қарызын жабамын деп үлкен рисктарға барып, керісінше одан сайын өз басына қарыз қосып алуы мүмкін. Проблеманың үстіне проблема қосып алады да. Яғни сәл білім жинаған, үстінде қосымша жоғалтып алса да іші ауырмайтындай бір ақшасы бар адамдар жай бастап көру керек қой. Тұрақты жұмысы бар адамдарға біз кеңес береміз негізінде. Көбінесе жаңағыдай қарызы көп, тұрақты жұмысы жоқ, үлкен проблемаға түсіп кеткен жағдайы тұрақсыз адамдарға біз оқытуға отказ береміз. Ал кейбір кісілер енді керісінше айтылу керек шығар негізі. Дәл сол қиналып тұрған адамдардың бойынан ақша жасайды, мынаған салда осы көтеріп ал деп. Ол өте қиын нәрсе. Ол енді құптамаймыз ондай нәрсені. Енді сіздердің қосымшаларыңыз, жалпы атауларыңызда Ризық Академия. Бұл енді ризық деген қазақшада белгілі, бірақ діни жағынан көп жақын ғой деймін. Жалпы осы трейдингтің өзін халал ма, харам ба, дұрыс емес па деп айтып жатады. Енді сіздер бір үкім шығаратын сол саланың маманы емессіздер, бірақ сол саланы кәсіп еткен азаматтар ретінде қандай ұстанымдасыздар? Мен бастай берейін бе? Айта беріңіз. Жақсы. Фәтуасын өзім берейін бе деңіз? Енді бұл жерде біздің діни біліміміз қатты мықты емес, және трейдингті нақты харам деп те, халал деп те айта алмаймыз біз. Бірақ енді өзінің белгілі жақтары бар трейдингтің. Нақты харам жақтары бар, нақты халал жақтары бар, ортасында әлі анық емес жерлері бар. Енді нақты харам деп берілген нәрселермен біз аса қатты араласпаймыз, айналыспаймыз, құптамаймыз ол нәрселерді. Нақты харам деп берілген нәрселер ол жаңағы бинарный опцион деген сияқты казиноға ұқсас дүниелермен біз айналыспаймыз. Нақты халал деп айтылған нәрселер ол жаңағыдай өзіңнің ақшаңмен ешқандай жаңағы кредитный плечоны қолданбай сауда жасау, олар халал болып саналады. Инвестиция былайынша халал болып саналады. Жақсы компаниялар болса, соларды құптаймыз, ондайлармен өзімізде айналысамыз. Енді ортасында анық емес нәрселер бар. Олар жаңағыдай форекс дейді. Олар енді анық емес болғаннан кейін біз өзіміз әлі ол нәрсемен айналысамыз. Бірақ ешкімге қысым көрсетіп, мынаумен айналыс, мынаны былай жаса деп үгіттемейміз. Біз былайынша айтқан кезде қабілетті үйретеміз. Түстер, шешім қабылдау осындай. Қабілетті үйретеміз, қалай сауда жасау керек, қалай анализ жасау керек, қалай жасаса бағытты анықтап табыс табуға болатынын түсіндіреміз. Ол қабілетті адам қандай мақсатта пайдаланатыны өзінің жауапкершілігінде. Мысалға, пышақпен нан кесуге болады, бір нәрсені шешуге болады, немесе онымен өлім жасауға да болады, қылмыс жасауға да болады. Енді ол инструментті, ол қабілетті қалай қолданатын әркім өзінің жауапкершілігінде. Дәл сол сияқты біз өзіміз трейдингпен айналысамыз, және басқаларға да үйретеміз, бірақ қалай ол мақсатта қолданатыны әркімнің өзінің жауапкершілігінде. Енді қазір трендте осы копи трейд дей ма, барлығы бір команда болып отыру, сіздер қалай жұмыс жасайсыздар? Процесс қалай? Біз командада копи трейд жасамаймыз. Әркім өзінің саудасын жасайды. Копи трейд дегеніміз ол бір адамның шотына тіркеліп бірге шотыңды жалғау, және ол жерде табыс, жаңағы сделка мәміле ашылса, сенде де мәміле ашылады, ол табыс тапса, сенде табыс табасың, ол жоғалтса, сенде жоғалтасың. Біз ол нәрсемен бұл тек қана стратегияны көшіру емес қой? Жоқ, стратегияны көшіру емес, бұл әрекетті көшіру. Шоттағы болып жатқан әрекет. Только сигнал ұқсап кетеді ол ша. Сигнал бергенде сіз өзіңіз сол сигналға қарап ашасыз ғой. Ода сіз сигнал берілмесе де ол автомат түрде орындалады. Копитрейд. Жалғап қоясыз. Енді ол нәрсе адамның ойлануына бәрін алып тастайды ғой. Ойлануына алып келмейді.
өзіне ештеңе үйретпейді, өзіне қабілет сыйламайды. Сол себептен біз адамдардың өзі қабілет алып, өзі жасап, өзі табыс тауып кетуіне әрекет жасаймыз. Бұл жерде ақша бар, сенде жоқ деп қана айтатын болды ғой. Ол копитрейд деген жаман нәрсе де емес, жақсы нәрсе емес. Кез келген адам жасаса да болады, жасамаса да болады. Біз өз басымыз ол нәрсені жасамаймыз. Сіздерге енді жаңа айттым ғой басында, сіздің YouTube-дағы сабағыңыз бір қазақша трейдингтің әліппесі сияқты болды ғой деп. Сізді эксперт ретінде көріп, әсіресе сіздерге давайте ақша салайын, менде осында қосымша ақша бар еді, осыны осыншаға еселеп көбейтіп беріңдер, сендер білесіңдер ғой деген ақылды жақшаның ішіндегі инвесторлар шыққан жоқ па? Өте көп болған, бірақ та бір адамның ақшасына жауапкершілік алу өте қауыр, біріншіден. Екіншіден, ол нәрсе былай нәрсе ғой, ризықтың мәселесіне кетіп қалады да. Ол адамға ол бұйырмай тұруы мүмкін, бірақ ол моментте сіз ортада жаңағыдай қиындыққа ұшырап қалуыңыз мүмкін ғой. Минусқа кетсеңіз. Иә. Ондай кезде біз қабылдамаймыз ондай ұсыныстарды. Сіз продюсер ретінде осындай үлкен ақша жасаудың мүмкіндігі деп қарамадыңыз ба? Жоқ, ол нәрсеге олай қарамадым. Себебі Қазақстанда ондай мәдениет қалыптаспаған. Тез байып кеткісі келе ме бәрімізде? Қазақстанда шынын айтатын болсақ, инвестиция мәдениеті қалыптаспаған. Қазақстанда біреу инвестицияға ақша беретін болса, қарызға ақша беріп жатқан сияқты болады. Гарантия сұрайды. Сенің ол ақша жоғалып кетсе, желкегде шығарады. Ондай жауапкершіліктерді біз алуға қауқымыз жоқ. Орнына мүлік қой дейді, зат қой дейді, еще инвестиция салғысы келеді. Бірақ сол егер бірдеңе болса, мынаны алам дей ма? Табысқа қосылғысы келеді, бірақ рискке барғысы келмейді, проблема қосылғысы келмейді. Жақсы. Жігіттер, енді трейдингте қазір соңғы жылдар өзі соғыс деген нәрселер жан-жақты өзі әлем құбылып тұр ғой. Ол бар, одан кейін осы көктемде ең 5600-ге шейін барды, алтынның өзі мысалы өте үлкен көрсеткіште көрсетті. Кейін одан да жоғарылай ма деп еді, басқа болды. Қазір Украина мен Ресей, Таяу шығыс сауда соғыстары болып жатыр. Жалпы көптеген экономикалық дағдарыс кезінде инвесторлар, ақша айналып жүрген трейдерлер ақшаларын шығарып алып жатады. Ал кейбіреулер, Уоррен Баффет айтпақшы, сондай кезде кіріп үлгеру керек дейді. Сіздердің ұстаным қалай? Қай кезде саудаға кіру керек? Бұл қаншалықты қазақстандық жағдайға әсер етеді және қатысы бар? Дәл осы алтынға байланысты менің өмірімде бір қызық жағдай болады. Мен өзім жалпы Нұрекеңмен бірге нарықты көп талқылаймыз, қалай болып жатыр деп. Нұрекеңнің ойымен міндетті түрде кеңесем. Бұл кісінің ойы мен үшін өте қатты маңызды, көзқарастары нарыққа байланысты. Сөйтіп осы кісімен кеңесіп, алтынның болашақта жағдайы қалай болады деп бір жыл бұрын сұраған тұғым. Сол кезде ол кісі маған болашағын айтып берген тұғым. Соғыс болса алтынның бағасы өседі, былай да былай болады деген сияқты. Өмірімде болған жағдай 2025 жылы сәуір айында жобамен алтынның 1 граммы 53 мың теңге болып тұрған кезде Нұрекеңмен ақылдастым. Қалай болып жатыр, анау деп өзімде анализ жасап қарадым. Сөйтіп сол сәтте алтынның граммы 53 мың болып тұрған кезде 100 грамм алтын алдым. Кәдімгі МИК деген өзіміздің алтын валюталар ауыстыратын жерлерден. Сол жерден 5 миллион теңгеге 100 грамм алтын алдым. Сөйтіп осы 2026-ның басында алтын өзінің пиковый, жаңағы жоғарғы көрсеткішіне дейін барды. Ол кезде граммы 90 мыңға дейін барды. Сол кезде мен өзім табысымды фиксировать етіп, өз табысымды алдым да, бір 6-9 ай арасында 5 миллионнан 9 миллион теңге жасадым. Бұл енді нарыққа қарап, өзіміздің шешімімізді қабылдап, осындай кейде сәттерді қолданып қаламыз. Инвестицияға да қарсы емеспіз, трейдингке де қарсы емеспіз. Нарықта болып жатқан нәрселерді енді барынша өз мақсатымызда жақсы қолданып қалуға тырысамыз. Одан кейін тағы бір жасаған сондай бір мәмілеміз болған. 2025-те бізде Трамп неге келді ғой? Билікке келді жылдың басында. Сосын апрель айында, сәуір айында бізде жаңағы әлемдік мемлекеттерге, компанияларға налог жағынан қысқан болатын. Сол кезде нарық бір шамаға дейін құлады. Фондовый рынок инвестор ретінде көзқараспен жасалған мәміле болған бұл. Сол құлаған моментінде біз Нұрекеңмен акцияларды сатып алып бастадық. Ең прям құлады дегенде ұшынан ұстадық қой. Осы жерде Нұреке екеуміз ниет қылып, тағы да портфелімізді толықтырамыз деп жүргенбіз.
Сөйтіп сол кезде мен айттым, Нұреке осындай болып жатыр, сөйтеміз да, мен басқа қаладан, бұл кісі басқа қалада, сосын екеуміз екі жақта жүріп сатып алдық. Ең қызығы, сол кезде мысалы бір IMD компаниясын алайықшы. IMD компаниясы сол кезде $78-80 болып тұрған бір штугы. Қазіргі құны $500. Енді ойлаңыз, қанша есе өсті да. Сол сияқты инвесторлық тұрғыда қарайтын болсақ, бұл саяси жағдайлар кезінде, ең арзан кезінде негізі сенімді компанияларды сатып алған дұрыс. Бірақ жаңа шыққан, әлі де қалыптаспаған компанияларға салу ол уже ақымақтық болып қалады да. Енді қараңыз, әлемде сол көбінесе кризис кезінде, сондай ситуациялар болған кезде көп жасайтын инвесторлардың әрекеті солай, арзаннан сатып алып бастау. Ол жаңағы 2008-дегі жылжымайтын мүлік кризисі болсын, ковидтағы не болсын, соғыс Украинамен сол болсын, осы жаңағы графикті қарасаңыз да, сол әрбір құлаған жерден барлығы сатып алған. Қазір байқасаңыз, әлемде соғыс болып жатса да, кризис болып жатса да, ауру болып жатса да, президент ауысып, налог қысып жатса да, қазір нарық одан қаншама есе жоғарыда тұр мысалы. Және қаншама осындай жағдай болып жатса да, тұрақты табыс тауып отыратын адамдар осы трейдер, инвесторлар. Енді біздің 2026 жылдың 1 мамырынан бастап бізде Қазақстан Республикасында жаңа заңнамалар, яғни осы криптовалюта, трейдинг саласындағы платформалар мен ортадағы приложенияларға байланысты заң лицензиялық күшіне еніп соған қарайды деді. Жалпы бұл қаншалықты әсер етеді? Және трейдер неден алдын алу керек заң бұзбас үшін? Сіздер бұған қалай қамданып жатсыздар? Бізде көбінесе сол налог жағынан көп сұрақтар келеді. Егер де сіздің сол трейдингтан тапқан табысыңыз өзіңіздің жеке счетыңызға, физлицоға түсетін болса, және де физлицодан сізде тексеріс келетін болса, ол кезде сіз налогты заңды түрде төлеуіңіз керек. Ал егер де сіздің жеке счетыңызға түскен ақшаға заңды тұрғыдан налог жағынан тексеріс болмаса, онда төлемеу құқығыңыз заңды түрде бар да. Ал егер де оны сіз заңды түрде жоқ, мен өзім осынша табыс тауып жатырмын деп налогыға барып тіркеп істейтін болсаңыз, онда налогын төлеу керексіз ғой. Ашығын айтып. Жалпы былай айтатын болсақ, Қазақстанда әлі осы трейдинг саласына қолданатын салықтық жүйе әлі жасалмаған. Сол себептен адамдар білмейді қалай салық төлеу керек екенін. Болашақта жасалады деген үміттемін. Егер жасалса, жүйеге түссе, сондай салықтық жүйе болса, трейдингтен тапқан табыстың осынша бөлігін салыққа төлейсіңдер деген заңнама шықса, барлық трейдерлер соған жүгініп төлейтін болады. Және оған сіздер қуанасыздар, өйткені заңды істеп жатсыздар. Астана Хабтың мүшесісіздер, арнайы академия бар, приложение бар, команда бар. Сондықтан керісінше жаңағы алаяқтар мен алдайтын кісілердің жолына кесіліп, дұрыс жасайтын адамдардың жолы ашылады. Біз ол нәрсеге әрдайым қолдаймыз. Және де жақында осы криптовалютаны заңдастырып, жаңа ақшаға айналдыру не шықты ғой. Сол жағы Қазақстан үшін өте үлкен мүмкіндік болды деп айта аламын. Өзім де оны қазір қолданып жатырмын. Негізі заңды түрде кәдімгідей криптовалютаны теңгеге айналдырып, арнайы төлеу керек налогын төлеп, цифрлық теңге деген сөз ме еді? Соны сөйтіп өзімнің жаңа трейдингтен түскен табысымды теңгеге налогын төлеп айналдырып өзіме шығарып алып жатырмын да қазіргі таңда. Ал одан бұрын жаңа трейдингтегі тапқандарыңызды бірден картаға болады. Картаға. Бұрын картаға болады. Қазір жаңа криптовалютаға өз басымен, басқа бәрін айтпай қояйын. Криптовалютаға шығарамын, криптовалютадан теңгеге заңды түрде налогын төлеп айналдырып аламын. Бұл жақта P2P арбитраж дейтін нелер бар, сол жерде дұрыс адамдар таңдай алу керек. Бұл жақта алданып қалмау керек қой. P2P-дан көбінесе алданып қалып жатады. Ол жер P2P емес уже. P2P-да көбінесе шоттар тексеріс жүреді P2P-мен жасалған кезде. Бұл уже кәдімгі официально арнайы биржамен Қазақстанның несі біріккен заңды. Онда мемлекеттің бұл заңды жасап жатқандары керісінше сіздерге ыңғайлы, дұрыс, адал жолмен жасаймын дегендерге жақсы болып тұр. Бұрын сол жаңа P2P деп айттық қой. P2P-мен бір крупный ақша шығару өте бір қауіпті болатын. Өйткені сіз ол адамға алданып қалуыңыз мүмкін, немесе сіздің шотыңызға басқа бір үшінші лицодан, третий лицодан ақша түскен жағдайда сіз сөйтіп құрбаны болуыңыз мүмкін еді. Ал қазір оны
кәдімгі сізге үшінші адам қосылмайды, сіз тікелей жаңағы банк арқылы шығара алатындай деңгейге шығарды ғой, заңдастырды былайша айтқан кезде мемлекет. Күшті екен. Енді біз осы криптовалюта деген тақырыпқа да қарағанда сол алтын мен криптовалюталар, жаңағы ішіндегі ETF-тер бар. Осылардың бір сіздер өздеріңіз нақты қайсысымен айналысасыздар, қайсысымен сауда жасайсыздар? Криптовалюта мен алтын дейсіз ба? Жоқ, солардың осындай әртүрлері бар ғой деймін да. Инструменттердің қайсысымен қайсы қолданасыздар деген. Бізде в основном алтын, шикізаттардың ішінен, сосын валюталық паралар, криптовалюта. Енді өзімнің басымда біз күнделікті сауда жасай кезде бүкіл инструментке анализ жасаймыз, өзімізге қажетті. Соның ішінен қайсысына кіруге болады, қайсысына мүмкіндік болып тұр, сонымен сауда жасай береміз. Оның ішінде валюталар бар, жаңағы алтын бар, мұнай да бар, криптовалюта да бар деген сияқты. Ал акциялар в основном бізде көбінесе сол инвестиция жағында қарастырамыз. Енді біздің Қазақстанда енді заң реттеліп келе жатыр, барлығы дұрысталып жатырмыз деп айтып жатыр. Бірақ енді осыны жеткізу, оқыту, түсіндіру мәселесі бойынша қазір шынымен анау айтатын бар ғой, шындыққа қарағанда шындық сияқты көріну әлдеқайда маңыздырақ деп. Сол сияқты мынау маркетингте адамдарға бір жанды жері ғой, нәтижені көрсете салу. Міне мынша ақша таптым, осынша күшті деп. Ол маркетинг үшін ең үлкен қолайлы нәрселер. Кейбір адамдар өздеріңіз айтып отқан сияқты қатты артық кетпейік, адал болайық, барды бар, жоқты жоқ деп көрсетейік дей отырғанымен, бірақ алдын, ол кісілердің алдын жаңағындай орап кететін кісілер болады. Сондықтан менің ойымша жақсының жақсылығын айт, нұр тассын дейді ғой. Сол сияқты сіздер егер ниеттеріңіз, бағыттарыңыз, миссияларыңыз дұрыс болса, неге сол жақсылықтарды да айтпасқа, неге көрсетпеске? Сіздерде қандай нәтижелер бар? Ең жақсы кейстерді айта кетсеңіздер. Өзім таратынан өз тараптарыңыздан, одан кейін академияның. Давайте мен академия жайлы айтайын. Иә, сіз өзіңіз эксперт ретінде. Айтасыз ба? Бізде негізі өте көп. Былайынша тұрақты табыс тауып жатқан адамдар өте көп. Тұрақты күніне $50, $20, $100 өзі негізі өте үлкен жетістік деп санаймын. Кім күніне Қазақстанда 50 мың теңге, 100 мың теңге тауып жатыр, мысалға. Ондай шәкірттеріміз көп. Бірақ енді қазір үлкен суммалардан айтатын болсақ, үлкен нәтижелерден айтатын болсақ, бізде Бағила деген кісі бар, осы Алматы қаласынікі, Қытай елінен келген азаматша. Сол кісі өте үлкен табыстар тапқан. Бізде жаңа 4 миллион, 5 миллион, 8 миллионға дейін табыс тапқан. Осы трейдинг арқылы бір айдың ішінде. Ол кісінің ерекшелігі, ол кісі жаңа саудагер, бізде барахолка деп айтылады ғой. Сол жақта өздерінің нүктелері бар. Сол кісі сондай табыс табады. Ол кісінің артықшылығы көп жыл саудада жүргеннен кейін ақшаға деген қарым-қатынасы өте жақсы да ол кісінің. Жаңағыдай жүрекке қатты қабылдамайды, ақшаны дұрыс басқара алады деген сияқты. Сол кісі сондай үлкен табысқа жетті. Одан кейін жастардан айтатын болсақ, Табира деген шәкіртіміз бар. Ол кісі 4 миллион теңге тапты, 2 миллион теңге тапты. Ол кісі қарапайым жас қыз, 22 жасар қыз, Семейден келген, бізге оқып, онлайн, офлайн обучение алған. Сол кісі сондай деңгейге жетіп жатыр трейдинг арқылы. Үлкен кісілер де бар. 63-ке келген Құрақбай деген атамыз бар. Ол кісі енді таксист болған, жаңағыдай машина жөндеу саласында жұмыс жасаған. Сөйтіп пенсияға шыққаннан кейін енді әрі қарай немен айналысам деген сұрақ көп миын мазалаған. Сөйтіп жүрген кезде осы трейдинг саласын, инвестиция саласын меңгеріп, қазір ол кісі жаңа пропшот деп айтамыз ғой. Сол пропшотпен саудаласып табыс тауып жатыр. Сол сияқты мысалдарымыз негізі өте көп. Оны көбінесе өзіміздің жаңағыдай эфирлерімізде, парақшаларымызда жиі көрсететін боламыз. Егер біздің жаңа парақшаларымызға кіріп қарайтын болса, нәтижелер деген бөлімде сол кісілерді табылады. Сол кісілерді табылады. Өзімізде Discord деген серверде күнделікті жұмыс жасалады. Ол жерде қазір сізге де көрсете аламын телефон арқылы. Күнделікті табыс тауып жатқан адамдар өте көп. Жақсы бар еді көрсетіп жіберсек. Давайте, келіңіз. Скрин қосып қарай салатын мүмкіндіктер бар ма? Бар, иә. Көрермендерімізге қасыңыздан көрсетіп қойсақ. Давайте, былай сізге қазір бүйтіп көрсете салайын. Иә, осылай. Мінекей, мына жерде мысалы, Әділет деген кісі міне. $200, 12, 22, 300, 100, $713. Барлығын қосқан кезде $1000 аса табыс тауып саған.
міне жаңа ғана жіберіп отыр. Міне астына мінекей Арсен дейді 200 Рахмет, 150 алғысын 100 айтып доллар жатыр. алғысын айтып жатыр. Мінекей Бекмахан ұл болсын дейді. Осы сияқты өзіміздің міне Discord арнамызда барлығын бөлісіп отырмыз. Сізге енді скриндарын жіберіп қоямыз. Осы кадрларға қойып қойсаңыз болады. Тамаша. Ал сізден Нұреке? Енді жетеді десең. Жоқ, ашығын айтқанда қазір Нөлдерді көрсетіңізші, көп нөлі бар. қазір ашығын айтқанда мен өзімнің табысыммен бүйтіп мақтану, көрсету қызық емес ше. Маған соны үйрете алып, солардан шәкірттерден жасаған нәтижелер қызығырақ маған қазіргі таңда. Енді нақты ұстаз рөліне өтіпсіз онда. жоқ, шынымен де біз қазір өзіміздің тапқан табысымызға аса бір ой деп қуана қоймаймыз. Енді қуанасың, бірақ бұрынғыдай емес қой бәрібір де. Керісінше шәкірттеріміз нәтиже алып, өздерінің төлеген ақшаларын ақтап, олардың сенімдерін ақтай алып, өзіміздің жауапкершілігімізді толық атқарып, оларға бір табыс табуына мүмкіншілік табыс табуына себепкер бола алғанымызға қуанамыз. Сол бізге қазір мотивация береді. Енді өзімнің неде енді қалай айтам, әр күні әртүрлі. Мысалы енді мен бұрынғыдай емес, күнде сауда жасамаймын. Бір аптасына 1-2 сделкадан, кейде мысалы 500 мың болуы мүмкін, миллион болуы мүмкін, 2 миллион болуы мүмкін, мүмкіндікке байланысты, рынокқа байланысты. Енді рекорд дейтіндер сол 2023-те болған. Сол бір күнде 6 миллионға дейін тапқан күндер болды. 5 миллион, 6 миллион деп сөйтіп жалпы жүрген кездер болды. Сол арқылы трейдинг арқылы көлік алған күн болды. Челлендж жасаған болатынбыз. 10 күнде машина аламын деген челлендж болған. Сөйтіп 5 күнде 20 миллионның көлігін трейдингпен челлендж жасап тапқан кездер болды. Одан кейін өзім үйленген кезде сол тойдың ақшасын шығарам деген жетістіктерге сөйтіп мақсат қойып, сондай жетістікке жеткен күндер болған. Одан кейін сол жаңағы неде айтқан не ғой, алғашқы үлкен шығынға кетпес бұрынғы жасаған жетістіктер бар деген сияқты да. Сондай нәтижелер көп негізі. Нақты енді цифрамен айтатын болсақ солай, атак негізінде былай айтатын болсақ, мен айтам, қолымда бәленбай миллиард доллар болса да, мен трейдингпен айналысатын едім деп айтам да. Неге? Өйткені ол жерде маған ол жерде тапқан табысы емес қызығы. Мен сол нарықты зерттеп, анау крупныйлардың қадамын, әрекетін зерттей алып, соларда бір болжай алғаныңызға соған қуанам да. Сол қызық маған. Өйткені трейдингке келген адам экономист болып кетеді негізі. Экономиканы зерттеп кетеді, әртүрлі жаңағы саяси жағдайларға байланысты. Вот соларға сіз зерттей алып шешім қабылдап, сол жердегі шешіміңіз сіздің дұрыс болғаны, вот сол маған қатты қуантады да. Сол жерде мен өзімді бір күшті сезінемін, ол кезде. Сол кезде өзіңіздің бір рахат аласыз ғой, осы дұрыс болды, бір нәтижесін көргендей боласыз, иә? Және сол айтқан дүниелерім біз студенттерге күнде не өткіземіз? Жаңағыдай эфир өткіземіз. Эфирде толық сол анализдерді жасаймыз. Алдын ала бүгінгі күннің жоспарын құрып береміз. Сол орындалып, сол арқылы студенттеріміз табыс тапқанда ол вообще шабыт береді. Күшті. Енді трейдингпен, акциямен айналысады дегенде біздің көзімізге елестейтіні теңіздің жағасында бір ноутбугын ба, планшетін ұстап алған, бүйтіп анализдер жасап жатқан, аяғын созып алып, коктейлін ішіп жатқан адам елестейді. Трейдерлер шынымен солай өмір сүре ма? Жоқ, әлде оның артында біз көрмеген нелер бар, қандай қиындықтар бар? Неге дайын болу керек трейдингке келем деген адам? Ол енді бір жағынан маркетингтік жақтан да жасалынатын дүниелер шығар, андай теңіздің жағасына жатып. Бірақ ондай мүмкіндікті көрсеткен де қате емес деп ойлаймын. Өйткені ондай мүмкіндік шынымен де трейдинг жасап бере алады. Бірақ та артында жатқан қиындығы сол деңгейге жетуге дейінгі жолындағы қиындықтары. Ол жаңағыдай эмоцияға, психологиялық тұрғыдан ауыр жағдайлар. Ол жаңағы өзіңіздің салған ақшаңызды жоғалту, одан кейін жаңағы жасаған қате анализдеріңіз, қате сделкаларыңыз, солардың барлығы трейдинг қара жұмыс сияқты бүйтіп қинамаса да, моральдық тұрғыдан, психологиялық тұрғыдан өте ауыр. Бір жағдайды айтып кетсек, бола ма екен, болмай ма екен? Бізде украиналық трейдерді. Иә, болады айтсақ. Украиналық трейдер болған. Нақты атын айтпай қояйын. Білетін шығар, енді естіген кісілер бар шығар. Бір күнде жаңағы Трамптың кесірінен
деп айтайық па. Ол кісінің бір сөзінен криптовалюта биткоин қатты құлап кеткен болатын. Сөйтіп ол кісі 60 миллион долларға дейін ақшасын бір күнде жоғалтып қойған мысалға. Өкінішке орай ол кісі өзіне қол жұмсап кеткен болатын. Ол бірақ не үшін десеңіз, ол уже жаңағы айтқандай басқа адамдардың, инвесторлардың ақшасы болғанда. Жауапкершілікті өзіне алып алған ғой. Иә, сондай жағдай. Енді оны айтпай, ол енді ең қиын тұстары ғой. Иә, жаңалықтар бойынша. Ал былай кез келген істің артында жетістігін ғана көрсетеді ғой көптеген адамдар. Енді осы уақытқа дейін өз басында әртүрлі сондай қателіктер, көптеген шығындар, көптеген психологиялық ауыр сәттер өте көп болған. Неге сол бір қателіктер мен қиындықтардан сынып қалмай ары қаратай жалғастыра беріңіз? Не сізді жетелеп тұрды? Бұл трейдингтің беретін мүмкіндігін түсіне алғандықтан шығар деп ойлаймын. Өйткені сіз трейдинг ашығын айтқанда, мысалға бизнесмен болсаңыз, пандемия болса бизнесіңіз жүрмей қалуы мүмкін. Соғыс болса жүрмей қалуы мүмкін. Кризис болса тағы жүрмеуі мүмкін. Налог қысса тағы жүрмей қалуы мүмкін. Ал трейдинг бұл сіз әлемде қандай жағдай болып жатса да, қай жерде жүрсеңіз де, қай елде жүрсеңіз де, қай уақытта жасаймын десеңіз де, нарық үнемі сізге мүмкіндік береді. Вот сол нәрседен мен былайша айтқан кезде сол мүмкіндігін көре алғандықтан шығар. Ал сіз қанша жыл болдыңыз осы салада? 6 жыл. 6 жыл, 6 жылдың ішіндегі ең үйренген және туған бауырыңызға бір 18 жастағы немесе 20 жастағы туған бауырыңызға бүйтіп құшақтап тұрып бір осы саланың маманы ретінде ақшам бар аға, 5 миллионым бар, 500 мыңым бар, не істесем, бизнес бастасам ба, акцияға салсам ба, трейдингке кірсем ба десе, қандай қадамды ұсынар едіңіз? Ең жақын адамыңызға. Ең жақын адамыма бүкіл ақшасын трейдингқа салғызбаймын біріншіден. Оның бір 70%-ын инвестицияға салғызам. Тұрақты акцияларға салғызатын едім. Қалған 30%-ның 15%-ның жартысын дейікші. 30%-ның жарты бөлігін сол саланы ары қарай дұрысырақ тереңірек меңгеріп, үйреніп, тәжірибе жинауына арнасын, қалған ақшасын білімге арнасын, қалған ақшасын уже сол салада айналдырып жұмыс жасап көрсін деп айтатын едім. Құлақтарыңызға алтын сырға. Нұреке, енді сіз осы салада түрлі адамдармен түрлі оқиғаларға куә болып жүресіз. Соның ішінде бір ойсалар кейс, ойсалар оқиға есіңізге не түседі? Шынайы, жанды болсын. Шынайы, жанды оқиға қазір нақты бір оқиға ойыма келіп тұрған жоқ. Бірақ жаңағы алдыңғы сұрағыңызға байланысты нәрселер бар. Айттыңыз ғой, трейдерлерде қандай қиыншылықтар болуы мүмкін деп. Қазақстанда жүрген трейдерлерде болуы мүмкін қиыншылық, ол отбасын түсінбеу. Көп адамдар трейдингпен айналысатын болса, отбасындағы адамдары, жақындары көбісі түсінбеуі мүмкін ол кісінің жасап жатқан саласын. Сол себепте ол кісінің жасап жатқан істерін құнсыздандыру мүмкін, және қолдау болмауы мүмкін. Қолдау болмағаннан кейін, құнсыздандыру болғаннан кейін ол кісі сәл қиналуы мүмкін осы салада жүрген кезде. Неге? Себебі бұл сала көп адамға түсінікті емес. Мысалға сіз кәсіп жасасаңыз, тауар алып сатып жатсаңыз, ата-анаңыз сізге түсінікпен қарауы мүмкін. Мынау қазір киімдерді алып қымбаттатып сатып жатыр. Қытайдан тауар арзанға алып келіп қымбатқа сатып жатыр екен. Мынандай істесе бүйтеді, былай болса бүйтеді деп түсінеді. Ал трейдингпен айналысып, инвестициямен айналысып жатқан адамдардың жақындары ол нәрсені түсінбеуі мүмкін. Көбінесе саласын жетік білмейді адамдар. Сол себепте дұрыс түсіне білмейді. Сол үшін қорқады көбісі, казиномен шатастырады. Сол себептен алаңдап қолдау көрмейді. Енді трейдерлердің көбісі сол жақсы табыс тауып дәлелдеймін дегенше осындай қиыншылықтарда жүреді ол. Және олардың анандай басқаша көзқараспен, негативпен қарауы стрессті арттыра береді ғой. Стрессті арттырады. Қалай болып отыр, не болып отыр деген әңгімелер. Қаншаға көбейтпен ақшаң деп сұрап тұрады мысалы ше. Сол сияқты. Нұреке, осы трейдинг бойынша сіздер енді адамдарды оқытып, үйретіп жатсыздар, бірақ қосымша өздеріңізді айналысасыздар. Негізгі сіздердің компанияңыздың, академияңыздың бизнес ретінде басым табыс қайсысы және қандай пайыздар? Енді
екеуміз Нұрекең екеуміз академия құрдық. Құрғаннан кейінгі табысты есептейтін болсақ, енді өзімнің Нұрекеңмен академия ретінде есептемесек, өзімнің басым көпшілік тұрақты табыс сол трейдинг саласынан келеді. Өйткені Нұрекең екеуміз сол академияға кеткен шығындарды есептейтін болсақ, оқу процесіне кететін шығындарды есептейтін болсақ, ашығын айтқан кезде кейбір кездер болады, керісінше біз беріп кетеміз сол оқу процесіне, командаға, офисқа деген сияқты да. Мына жақтан тапқанды мына жаққа салуға кейде мәжбүр. Иә, кейде мәжбүр болып қаламыз. Сонда көбісі ойлайды, ойбай мыналар мынанша адам оқытты, осынша табыс тауып жатыр деп ойлайды. Бірақ керісінше біз минусқа адам санына салып есептей саламыз көбейді. Керісінше біз минусқа жұмыс жасап кететін кездер болады оқыту процесінде. Неге тоқтатпайсыздар? Бұл минус болса. Бұл жаңағы айтып кеткендей ғой, барлығы бір-бірімен тікелей байланысты. Біз адамдарға білім беруіміз, шынайы ниетпен беріп, үйретуіміз біздің мына жақтағы табысымыздың артуына да үлкен үлесін тигізеді. Жалпы Нұрбол мырзаның айтатын сөзіне толық келісемін. Былай салыстыратын болсақ, жалпы білім берумен айналысатын Қазақстандағы адамдарды салыстыратын болсақ, көбісі қатты қиналмайды. Өте жеңіл жолдармен жұмыстар жасай береді. Біз сапалы білім бергіміз келеді, сапалы өнім жасағымыз келеді. Сол себептен негізі көбінесе шығындарға тап боламыз біз. Мысалға біз өзіміздің сабақтарымызды бір телеграмда бере салсақ болады. Жоқ, бірақ біз сапалы оны продакшнмен түсіріп, өзіміздің қосымшамызды жасап, сол жерге арнайы платформаларға салып, мықты білікті мамандарды өзіміздің компаниямызға тартып, офисімізбен келісімшартпен жұмыс жасап адамдармен солай сапалы білім бергіміз келеді, сапалы өнім жасағымыз келеді. Сол себептен осылай жұмыс жасаймыз және кейде осылай шығындарға кетіп қаламыз. Енді бізді қуантатын нәрсе алатын алғысымыз және осы жақтан түсетін табыс та бізге қуантады. Компания ретінде осылай жұмыс жасап жатсыздар, иә? Өйткені қоса кетейінші, біз енді всегда трейдингпен былай отыра беру, ол кейде керісінше әсер етіп кетіп кетеді, графикті қарап отыра беру. Ол бір сергу сияқты ма сонда? Қоғаммен байланысып, оларға үйретіп, мен шын айтайын, адамдарға үйрету кезінде енді арасында шаршаулар болады, бірақ та шынымен де бүйтіп шынайы энергиямен беріп үйрету маған бір ләззат алып келеді да. Оларға түсіндіру, оларға түсіндіре алғаным, олардың түсініп сол арқылы бірдеңе жасап кете алғаны. Былайша айтқан кезде всегда сондай заңдылық жұмыс жасап тұрғаны біз үшін ең тиімдісі. Плюс пайдалы болу негізі. Пайдалы болғаннан кейін де Құдай да қай жақтан да болса да ризығыңды артып қояды ғой, жолыңды ашып қояды деген сияқты. Тіктер компания демекші, мынау жаңа пост деген компания бар, сол Сержан мырзалар жаңа бала деген ойыншық өндірісін жасаған. Сол Біл бала деген ойыншықтар ішінде басқа саусақтар, қазақы балалар ойнаса дамыса деп біздің студияның атынан сіздерге сыйлық. Рахмет. Рахмет көп. Рахмет көп. Енді ризық ап, иә, қосымша, сол қосымша жайлы айта кетсеңіз. Қандай мақсатта жасалды, адамдарға қандай пайдасын береді, не көмектеседі, не үшін сіздер қазір енді басқалар сайт жасап, жаңағы айтпақшы, тек телеграммен мақсаты сабақ сату болса солай болады. Сіздер неге осындай серьезный кеттіңіздер? Ең бірінші мақсатымыз жұмысты сапалы жасап, сапалы қызмет көрсетіп, сапалы білім беру. Бұл қосымшада 3 бағыт қамтылған. Трейдинг, инвестиция, қаржылай сауаттылық, осы 3 бағытқа байланысты білімдер беріледі. Және өзіміздің академиямыздың, экосистемамыздың білімдерінің барлығы сол жерде тұр. Жалпы өзіміз сол жерге тегін білімдерді де салып қойғанбыз, ақылы білімдерді де салып қойғанбыз. Ол жерден тегін подкасттарды көре алады, сабақтардың эфирлерден жазбаларын көре алады, тегін сабақтарды көре алады және ақылы сабақтарды өздерімен қоса көре алады. Сол жақта да бар, сол жақта да бар. Енді бағана айтқанымыздай сол ютубтағы тегін сабақтарыңызды да көрдік. Көп адамдар осы подкаст тыңдайды, білді, түсінді. Енді бұл кісілерде бір екі таңдау тұрады. Бұл жақсы кезекті бір көптеген тәжірибе алған подкаст болды деуі мүмкін. Немесе бірден мына жігіттердің ойы ұнады,
мен келесі қадамды қалай істеймін практикалық ретінде қолдансам дейді да ютубтан іздей бастайды. Тегін ақпараттар тұр. Сол бар, немесе ақылысын алуға болады. Ол жерде не болады? Ментор, жүйе, бір артықшылықтар болады ғой. Сонда сіздердің ұсыныстарыңыз қандай болады? Сол адам не істеу керек? Жалпы мына жерде екі нәрсені салыстырып қараймыз. Бұл адамның өзі ізденіп білім алуы мен ақылы білімді салыстыратын болсақ, екеуінің де өзінің артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Өзі ізденіп самоучка дейді ғой, білім алу деген нәрсені біз қарсы емеспіз, ол нәрсеге құптаймыз. Ол жалпы жақсы практика. Бірақ ол практиканың кемшілігі, біріншіден сен қандай білім алу керек екенін білмейсің. Оны ізденесің, оған уақыт кетеді. Уақытпен көп энергияны, көп ақшаны жұмсайсыз, көп қателіктер жасайсыз. Сөйтіп, қателіктер арқылы өзіңіздің деңгейіңізге жетесіз. Бұл жақсы немесе жаман деген сөз емес. Бұл практиканы қолданып адамдар жұмыс жасауына болады. Екінші бағыт ол ақылы білім алу. Бұл жерде сіз жолыңызды қысқартасыз, энергияңызды қысқартасыз, кететін шығындарыңызды қысқартасыз және уақытыңызды қысқартасыз. Соның барлығы жинақталған, барлығын бір жерден аласыз. Бізде енді тегінде білімдеріміз бар. Жаңа көрдіңіз, өзіміздің YouTube парақшамызда тегінде білім бергенбіз, ақылы да білімдеріміз бар. Ақылы білімді алғысы келетін адамдарды не күтеді? Ақылы білімді алғысы келетін адамдарды өзіміздің қосымшамыздағы жазылып қойылған видео сабақтар күтеді. Одан кейін Discord серверіндегі күнделікті эфирлермен жасалатын практикамен жұмыстар күтеді. Одан бөлек бізде менторлардың кері байланысы болады. Менторлармен бірге практика жасап, кері байланыс алып жұмыс жасайтын болса, бұл адамға табысқа шығып кетуіне өте жақсы серпін беретін қолдау. Яғни бұл тегін сабақтар, мысалға мен көп кейбір адамдар күледі ғой, ютубта да тұр дейді ғой. Мен сол адамдарға айтатын, ютубта тұр тегін. Бірақ одан кейін қадамдарын саған көрсете ма, саған жауап бере ма? Және сол тегін бір нәрсені бастаған адамды қараш, ары қаратай мақсат болмаса, соңына апармайды. Өйткені ол шығындары бар, соған кететіні бар, энергиясы бар. Жай ғана просмотр жинайтын шығар, ары қаратай кетпейді ғой. Ал саған жүйелі, қысқа уақытта, сенімді, нақты ортамен, нақты практика керек болса, онда соның ақшасын төлеуің керексің. Өйткені сол ақшаға лайықтығы бұл адамдар жасап жатыр. Сол нетворк, жаңағы Discord дегеніңіз, тапсырмалар, кері байланыс, біз соның нәтижесін көріп жүрген, сезінген адам ретінде айтып отырмын да. Ал сіздерге сол тегінді көрдік, танимыз Нұрекеңді, тегін подкасттарыңыз тыңдадық. Енді сол ақылы айтқаныңыздай менторлармен байланысты, ортаға түскім келеді, бірге қайнап лайф трейд жасағым келеді дейтін азаматтар қалай байланысады? Енді төменге сілтеме қоямыз. Осы видеоның астына сілтеме қойсақ болады. Сол сілтемеге номерлерін, ақпараттарын қалдырса, біздің менеджерлер байланысқа шығарып, толық ақпарат беріп түсіндіретін болады. Сол арқылы сол қызметке қол жеткізе алады. Және дәл осы подкасттан барған кісілерге скидкалар бірдеңе бола ма сабақтарыңызға? Менеджермен жеке сөйлесе, жеңілдік жасап берейік. Жақсы, күшті. Онда мына номерге хабарласыңыздар, және төмендегі сипаттамада сонымен қатар бірінші пікірге бекітіп қоямыз, сол жерге өтсеңіздер болады. Жігіттер, енді сұхбатымыздың түйіні, мен сұрамаған, бірақ көкейлеріңізде жүріп, көп адамдарға айтып жеткізсек деген бір ойлар бар ма? Бір ауыз сөздер. Трейдинг саласының негізгі көпсі білмейтін, мән бермейтін тұсы сол риск жағын дұрыс есептемей қалу деп бағанын айтып жатырмыз ғой. Трейдинг үйренгісі келетін адамдар түпкі мақсаты қаржылай еркіндікке ұмтылу болу керек деп ойлаймын. Өйткені трейдинг саласы риск саласы болғандықтан, трейдингті сіз табыс көзі ретінде қарастыратын болсаңыз, инвестицияны негізгі сіз кейін, енді жас өскен сайын адам жұмыс істеуге шамасы кете бастайды ғой. Сондықтан да сіз ақшаның артынан соңына дейін жүрмей, керісінше ақша сіз үшін жұмыс жасайтындай деңгейге ұмтылыңыз деп айтқым келеді. Трейдинг бұл біз сол жаңағы ақшаны жұмыс жасату үшін сізге капитал қалыптастыратын бір жол ретінде қараңыз. Оны неғып жаңағыдай өзіңізге жау қылып алмаңыз, өзіңізге дос қылып алыңыз дегім келеді. Ал одан кейін мәселе сол кез келген саланы бастайтын кезде, именно осы трейдинг саласын бастайтын кезде міндетті түрде ең дұрысы оқып, тәжірибе жинап, барып рискке бару керек деп айтамын. Тамаша. Сіз? Менде айтар сөз жоқ.
бәрін айтып тастадым. Жақсы, құрметті көрермендер, егер тағы да тереңдетіп сұрағымыз келеді, бұл кісілер жайлы білгім келеді десеңіздер, жаза кетіңіздер комментарийға, тағы бір сұхбат алармыз, немесе жаңағы сабақтарға қарай өтсеңіздер болады. Ал біз осылай пайдалы сұхбаттардың циклын жалғастыра берсін десеңіздер, бізге жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Аман, сау болыңыздар. Рахмет.